Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Көріп тұрғаныма қуаныштымын. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Фариза ханым, қош келдіңіз. Ona 18.02.86. Қош келдіңіздер. Азамат, қол қалайсыз? Қош келдіңіз. Кіріп, бәріміз кіріп алайық. Біздің жас керемет кәсіпкер оқушымыз, студентіміз. Қалайсыздар? Мен бүгін күшті жаңалықтарменен өзімнің шашуыммен кіріп отырмын, Алла қаласа. Кішкене елдер кіріп үлгерсін, е? Мама хотет. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға көріп тұрғаныма қуаныштымын. Сәлем. Так, Раушан ханым, қош келдіңіз. Кеш болғанда барлықтарыңызды ояттым ба деп ұйықтап қалған жоқсыздар ма? Қайырлы кеш жарық. Күшті шашуымды айтам бүгін сіздерге, көптен күткен. Сәлематсыздар, қош келдіңіз. Қазір 22.04 болыпты, бір 22.06-ға дейін күтек, кіріп үлгерсін елдер балы шағасын сәл реттеп алып. Содан кейін прямой эфирді бастаймыз. Так, сәлем, помог айтпас қойын. Самира Бегалиевна дейді. Қош келдіңіздер. Көріп тұрғаныма қуаныштымын. Саламатсыз ба, Ажар Сериковна. Сіздерді көріп тұрғаныма қуаныштымын. 22.04 болды бізде. Енді Алла қаласы 22.06 деді қой, 06-ға дейін күте тұрай. Содан кейін толық ары қарай прямой эфирдің мақсаты, сұрақтарыңызға жауап, көп адам маған дайетке жазған, сұрақтың ең бірінші сіз енді Wildberries жасамай жатсыз ба деген сияқты. Жоқ, ешқандай Wildberries өз жайына, Аллаға шүкір, Wildberries болып жатыр, басқасы да болып жатыр, бәрі болып жатыр. Просто енді дамудың жолында Алла тағаланың қалауымен тағы да бір біздің арманымыз орындалып, не дейді, өзіміздің бутигімізді ашудың қарсаңындамыз. Зорға кеш батырдық, жаңалығыңызды естігіміз келіп дейді. Ой, рахмет, Алла разы болсын, Раушан ханым. Склад қай жерде сізде? Иншаллах, қазір бәрін айтамын. Склад біздің өзімізде, Қытайдан, Турциядан прям өте арзан бағамен, потому что мен 2-3 күннен бері базарда жүрмей көріп жүрсіздер. Соның салыстырмалы түрде не болған, қандай жаңалықтар, қалай елдер қанша. Действительно, енді біреулердің секретін ашып қоятын сияқтымын ғой негізі. Сол жағында толыққанды айтатын боламын. Сағынып қалдық қой дейді, керемет. Рахмет. Мен де сіздерді сағынып қалдым. Зорға кеш батырдық дегенде, общем, басын төменге аспанға жетті деген сияқты. Так, 22.06, все. Бастаймыз. Қош келдіңіздер, кеш жарық, тағы да сіздерді көріп тұрғаныма қуаныштымын. Менің алтын оқырмандарым, миллионерлерім, маған айтады, сізді миллионер деген сөзді естісем, сіздің парақшаңыз есіме келеді дейді. Сол себепті әрине қуаныштымын. Алма Төлеубаева дейді. Қош келдіңіз, саламатсыз. Так, енді эфир сақталады. Иншаллах, енді көп адамның бала шағасы ары бері жүреді. Енді мотивационный жаңалығымызбен, және мотивация сізге де, өзімізге де деп айттық, сол үшін бір-бірімізге мотивация бергім келіп тұр, потому что менде қанша депрессия болды, анау болды, мынау болды деген сияқты. Камшат ханым, қалайсыз? Қош келдіңіз. Жаңалығымен бөлісейін деп жатырмын бүгін. Алла қаласа. Так, рахмет. Енді ең бірінші сұрақ, менде жазғандардың барлығы Wildberriesте енді жұмыс жасамай жатсыз ба деген. Жоқ. Wildberries күннен күнге күшті болып бара жатыр. Аллаға шүкір, SEO оптимизацияда қосып отырмыз. Сауда жақсы. Например, 4 карточкаңызбен, 3 карточкаңызбен жақсы табыс табуға шығып жасауға болады. Жандырып жіберек, конечно. Сол карточкалармен де толық жасап жатырмыз. Ол бірінші. Екінші, ең көп сұрақ маған келген сұрақ, склад қай жерде, Telegram, Instagram бар ма? Я, бар.
күшті. Бар, бүгін енді дайындадық. Толық описаниясымен, характеристикасыменен, можете сіз Wildberries сатыңыз, можете сіздерге мүмкіндік, хотите, сама өзіңіз алып, бұлай интернет арқылы сатыңыз, немесе қош келдіңіздер тағы да. Одан кейін болмаса, сіз оны басқа Қазақстанның басқа қалаларына да сата аласыздар. Яғни товарный бизнесқа бірге кіріп жатырмыз. Енді өзім көріп жан-жақты қарағаннан кейін соны өзіміздің Қазақстанға сатқым келді. Және де бізде договорды болдық Қытайдан. Және де біздің Турциямен де тікелей Турциядан товардар алып келіп жатырмыз. Қытайдан заказдарымыз берді. Көп заттар өте арзан екен да. И о жақтан 16.88-ден де арзан. Сол себепті сол баға оптыммен де сатамыз, розницамен де сатамыз. И бүкіл қалаларға жеткізе аламыз. Ол біздің товарный. Және де бізде оптым товар қайдан ала аламын дейді. Оптым товардың бізге складтың телеграм каналына осы прямой эфирдің соңына дейін отырып алға көрсеңіздер, содан кейін біз оны ссылкасына қоятын боламыз. И менеджерлер сіздерді толыққанда жауап беріп отыратын болады. Сол жерде телеграм каналының жоғарысында номер тұрады, сол номерге жазсаңыздар, ол кісілерге толық жауап беретін болады. Мынаудан қанша керек, анаудан қанша керек деген сияқты да. Қош келдіңіздер, Тазерке ханым, қалдарыңыз қалай? Так, енді бірінші сол, екінші бізде товарлар 1688 сайтынан да арзан. Көп заттарды сіздерге айтқым келіп отыр, секретті айтқым келіп тұр. Элементарно чехолдарды көрдіңіздер менің сторисімнен. Сол чехолдардың өзін өте бір қымбатқа сатады екен да. Негізі, конечно, еңбек бар, ана жақтан келген сияқты. Бірақ барлығы міндетті түрде қалай айтсам екен, арзан баға болғаннан кейін оптымды көбірек сіздер количествомен жеңіп кетесіздер да. Сенесіздер ме, чехолдар 400 теңгеден 500 теңгеден басталады. Біздің кәдімгі айфонға алып отырған, мына қазір көріп отырған бар прозрачныйдың өзін мен апорттан ең арзан дегеннің өзінде 3000 теңгеге алдым. Ал ол 3000 теңге тұрмайды. Сол себепті бұлай количество көп затты алсаңыздар, товарный бизнесмен де жақсы табуға болады да. Что енді қазір Wildberries'те көріп жүрміз, сауда жасап жүрміз да, ал бұлай 1 теңге 2 теңге қылудың өзінің үлкен жолдары көп екен. Просто барахолканың өзінен Кенжеханға бардық, біз Кенжехандағы бағаларды салыстырдық, олар біздің келетін бағамыздан қымбаттау, конечно, олар келгеннен кейін ақшасын қосады. Бірақтан сол оптымнан алып, мына Алтордаға келіп, ауылыңызға сатып, Instagram арқылы сатуға да болады екен да. Яғни бірге бір розыншы сатуға болады. И ол жақтан оптым алып, мына жақтан да оптым сата аласыздар. Мен сіздерге мүмкіндік беріп отырмын. Бізден арзан бағаға өте төмен оптым бағамен алып, даже сіздер Шымкентте болсаңыз, немесе Атырауда, Маңғыстауда, қай жерде болсаңыздар, сол оптыммен сіздерге жетеді. Сіздер ары қарай оптым сатсаңыздар да болады. Немесе ары қарай өзіңізге интернетті білеміз, бәріміз Instagram арқылы сатсаңыз да, яғни товарный бизнесменде действительно табыс табуға болады екен. Сол себепті соның қыр-сырларымен айтып жатырмыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, то есть Айгерім Қырдынбаева прям сондай арзан екен да, сол себепті айтып жатқан жерім. Саудада береке бар ғой, действительно. Үйретуден шаршама дейді, үйренуден шаршамақ. Керемет, рахмет. Енді үйрету емес, енді өзімнің жаңалығым. 2-3 күннен бері базармен, бірақ шын айтайын, оңай жерде ақша жоқ. Бірақтан ол біздің да миымыздағы установка, оңай жерде ақша жоқ деген сияқты. Сол себепті оңай табуға болады екен. Просто жоқ затты бар қылу ғой, кәсіпкер деген. Одан кейін мен сіздерге айтқым келіп отырғаны депрессия жайында, және де көп адам маған айтты, сіз қалай проблемалар шығады бәрібір. Сіз әрекет жасағандықтан кейін сізге проблема келіп тұр. Егерде мен сондай болдым да, последний время бір жұмыстарым болмай кетті ма, енді ашығын айтатын болсам, күйеуіммен қырылысып қалам, тағы да басқа, өзімнің отбасын баламмен ашуланып қала берем да. Сондай болды. Неге ондай болып жатыр дедім. Ештеңке ұнамайды, ештеңке жасағым келмейді. Вообще все бәрін тастап келгім келеді да. Сондай депрессия болған кезде мен түсіндім, что бізде былай бар екен да,
уже бір нәрсеге жетесіз ғой сіз мақсатқа. Мақсатқа жеткеннен кейін ол мақсатқа миымыз жетті, сол ақшаңызға, талпынысыңызға. Ары қарайғы оған сіз мақсатыңызға ары қарай одан да үлкенірек 5 есе көбейтіп, үлкенірек сіз мақсат қоймасаңыз, оған бағыт-бағдар бермесеңіз, сол жерде выгорание тұра береді екенсіз да. Содан кейін не істеймін дедім, ары бері кітапты оқып жатырмын, көріп жатсыздар, иә. Содан кейін ойладым, енді бірдеңені өзгерту керек деген сияқты. Содан кейін мен осы нәрсені ойладым, арманым болатын, қалай енді мен Вайберстен сатып отырмын, офлайн былай өзім қалай болады екен деген көрініп тұр ма? Өшіп қалған жоқ па? Массаған күшті дейді. Тікелей сақтал менде арасында қатып жатыр. Менде де қатып жатыр ғой что-то. Қосылды ма енді? Тоқтап қалды депсіздер. Плюс комментарий бірдеңе қалдырыңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Так, солай. Енді мотивацияны мен оқып жатқан кітаптарым бойынша айтайыншы. Мен түсіндім, что сізде қазір проблема болып жатса, ақшадан қаншама проблемаларды қайта-қайта кіріп отырған болсаңыз, сіз түсініңіз, сіз әрекет жасап жатсыз. Сіз бірдеңке әрекет жасағандықтан сіздің қасыңызда проблема келіп тұр. Егер де сіз ештеңке істемегеніңізде ешқандай болмайтын. Например, мен сол ауылда Қасымбекте отыра бергенде, как и есть, солай болады. Елдің бәрі жасап жатыр, болмайды деген сияқты. Отыра берсем сол жерде мен бұлай басқа заттармен дамымай жасамайтын еді. Орын анауны істейін, мынаны істейін деген ешқандай менде ой болмайтын еді. И содан кейін менде ондай проблема да болмайтын еді. Бірақ Аллаға шүкір қазір көліктен мен қатты қорқатынмын, көлік айдаунаншы. Сол себепті көлікте қиын емес екен, оказывается. Біз қорыққан затқа барған кезде ғана білеміз да. Мен қазір көлікті айдап жүрмін. Аллаға шүкір, енді тест тапсырып, өзімнің правамды алсам деп ниеттеніп отырмын. Иншаллах, праваға да алсам. Әрине сүйіншіні өздеріңізден сұраймын ғой. Сүйінші міндетті түрде садақаға беріледі. Барлық жерден да. Енді былайша мен соған ойлап жатырмын. Саламатсыз ба? Сәлематсыз. Яғни енді мотивацияны кетейік. Так, сізде қазір қандай жағдай болып тұр? Менде основном көп выгорание сондай жағдай болғаннан кейін мен өз-өзіме сұрақ қойдым. Неге өмеде сен ондай болып жатсың? Неге ондай болып жатыр? Деген өз-өзіңізге сұрақ қоймайды екенбіз, оказывается. Өзіңізге сұрақ қойған кезде ішіңізден сұраққа жауап шығады. Дұрыс сұрақ қою керек та. Енді бізде қазір менде не мақсат? Өмеде қазір саған не керек? Самое главное, мынау қарыз төлеу керек, мынау қарыз төлеу керек. Оны қарыз төлеу үшін не істеуім керек? Кредиттен алып қайтадан кредит жабу емес. Оны жасау үшін не істеуім керек? Менің қолымда не бар? YouTube бар, Instagram бар, YouTube керек. Хотя бы мына киімді 5000 теңгеге алсам, мына жақтан 6000-ға сатсам, хотя бы 1000 теңге үстіне қалады екен деген сияқты идеялар келіп, оларды жазып, жазғаннан кейін мен ол жерде оптыммен сөйлесетін, Қытайдан әкелетін болып қалдық. Яғни бірінен кейін бірі уже жазғаннан кейін план бойынша келді да. Сол себепті сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қазір қандай жағдайдасыз, не керек сізге, қандай неңіз бар, қолыңызда бар нәрсе не өзі. Одан кейін байлыққа мен байлық анаған жетпей жатыр ғой, мына ақшам жетпей жатыр ғой деген сияқты, қарызға кіріп кетіп жатырмын, менде байлық жоқ деген сияқты бір сондай жағдай болып қалдым да. Сол кезде бір көзімді аштым, что жасанды. Хорошо, что бізге осы ақшамен сынап жатыр екен да. Қаншама көз алдыңызды ашып, действительно көзіңізді қараңыз. Қазір қасыңызда кім бар? Балаңыз бар, күйеуіңіз бар, немесе әйеліңіз, немесе енеңіз, анаңыз, туған ана, әке-шешеңіз. Вот солар біздің үлкен байлығымыз екен ғой, оказывается. Бірақ біз сол байлықты көрмейміз да, бағанағы затқа мен анау үйтіп жатыр, мынау қарызым болып қалды, мынау қарызын сұрап жатыр, анау үйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр, менен мынаусын ақшасын сұрап жатыр, тағы да үйтіп жатыр, мен істеп кеттім, бүйтіп кеттім деген сияқты қаншама проблемаларды біз көп үйтіп аламыз да, одан кейін мынау біздің байлығымыз көзімізге көрінбей қалады екен. Содан кейін бізде құлшылығымыз да азайып барады. Тек қана мынау бізге, когда ақша действительно жоғары жерде тұрады, бүкіл табыстарымыз, бүкіл арманымыз сол ақшаға байлап қоямыз, сол кезде бізде баланс түсіп кетеді екен да. И сол кезде қанша шырана бересіз, істей бересіз, жұмыс жасай бересіз, бірақ не үшін жасап жатсыз? Осы жерден тоқтаңыз да, өзіңізге стоп қойыңыз да. Дәл қазір стоп деп жазыңыз да өзіңізге. Мен қазір не істеп жатырмын? Мен дәл қазір нені қалап жатырмын? Бір жылдан кейін не болады мен жайлы? Мен бір жылдан кейін өзімді қалай елестетемін? Жарайды, бір жыл емес. Просто қазір жаңа жылдан кейін қандай пландарыңыз бар? Өзіңізге сұрақ қойыңыздаршы. Прям енді честно болайық та өзімізге. Біреулер айтады, бүйтіп ойлап қарады да. Мен өзім солай ететін. Ойлап қардым, кітап оқыған кезде сөйтіп айтады, стоп, жазыңыз осылай деңіз деді. Кейін көзім жұмып ойладым.
планым жоқ екен ғой. Например, мектеп ашамын дедім, Аллаға шүкір мектеп аштым, үйттім, бүйттім. Аллаға шүкір қазір интернетте айтатынымды, ютубта оқырмандарым болса, инстаграмда оқырмандарым болса, сөйтіп сөйлесем, ол барлық арманым, ол барлық Аллаға шүкір беріп тұр да. И мен ары қарай не істеймін енді? Не ойладым, не мақсатым бар деген сияқты. Сол кезде маған жаңадан мақсаттар, жаңа ойлар келді, армандар. Бір жылдан кейін өзімді қалай елестетемін, сол бір жылдан кейін елестетуім үшін маған қандай қадамдар басу керек. Сол кезде сізге келеді да, миға сізге миға сіз кәдімгідей алгоритм установка бермесеңіз, ол проблеманы шешу керек екендігін біледі, бірақ қандай шешетіні жайлы ми ойға салмайды сізге. Түсіндіріп бере алдым ба? Например, мида шығады да ол, бірақ ол бүйтіп ойға жіберу керек. Мида шықты, сол миға сіз установка айттыңыз, мен проблема шешу керекпін. Ол проблемадан қаша бергеннен ол проблема шешілмейді. Жыласаңыз да, күйсеңіз да, отырсаңыз да, тұрсаңыз да ешқандай проблема шешілмейді. Мен сізге живой айтайын, мен өзім қанша проблемада отырдым, басқа қылдым да. Сол кезде қашқаныңызбен ол проблема, ол сіздікі, ешкім келіп сіз проблеманы шешіп бермейді. Тура солай сіздің өміріңізге дәл қазір қандай, ешкім сіздің өміріңізді өзгертіп бермейді. Соны біліңіз. Одан кейін пендеден ешкімнен сұрамаңыз. Біздің көп қателігіміз негізі, например, жұмыс істесеңіз да, бір жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, например, жұмысымды, зарплатамды асырса екен, ана бастығым қанша уақыттан бері, немесе білмеймін, туысқан танысымыз, әпкеңіз, туған бауырыңыз болсын, туған бауырыңыз прям ақша тауып кетіп жатыр, күшті болып кетіп жатыр да, и сосын сіз қарызға батып отырсыз, ақшаңыз болмай отыр да. Сол кезде менің өзімде айтатынмын, туған әпкем бар да сондай. Сол кезде сонша жерлері бар, үйлері бар, маған соған көмектессе болады ғой, қиналып отқанын көріп тұр ғой деп айтатынмын да. Сол кезде біздің қателігіміз сол. Ешқашан пендеден күтпеңіздер, ешқашан ол сіздің ойыңыз келді ма, сразу ол ойды шығарып тастаңыздар. Конечно, ойыңды өзгертсең, өміріңді өзгертір, психологтың бәрі айтып жатыр. Конечно, бәрі айтып жатыр, Аллаға шүкір, бірақ олардың айтқаны былай айтып жатыр сізге. Ойыңды өзгерт, ол өте қиын. Например, ойлаңыз, сіз қалтаңызда қарыз бар да, білмеймін, 1 миллион, білмеймін, 100 мың, білмеймін, қанша ақшаңыз, ипотекаңыз бар ма, қарызыңыз бар мойныңызда, болды. Енді оны сіз білесіз, бәрібір болып тұр да, елдің көзіне бір күшті болып киініп жүрсеңіз де, бәрі жүректе қарыз деген бір тұрады ғой, по-любому. Жүректі баса бересің, қатып қалады дейді. Кішкене қатып тұр, енді өздеріңізге қарайсыздар ғой. Енді қарыз жайында айтып жатырмын ғой, енді қазір көбімізде маған келген хаттарда қарыз жайында екен, сол себепті сол тақырып бойынша сізге де өзіме де мотивация болсын деп айтып жатырмын да. Яғни сіз когда фокусты басқа жаққа ауыстырған кезде проблема шешіледі. Қарызыңыз бойынша кішкене болсын ақша болады да сізде. Например, мен Вайлдберстің өзінде айттым сіздерге өткенде $1000 қарызға кіріп кеттім. Потому что көп адам айтты, анау болмай жатыр, менде результат болмай жатыр, мен бүйтіп басқан едім, үйтіп жатыр да, бүйтіп жатыр деп, жарайды, мен өзім жасап көрейінші соны. Неге елдер өйтіп маған айтып жатыр? Сіз отмена жасаған шығарсыз, десем, жоқ, отмена жасаған жоқпын дейді. Сіз скидка қойып қойған шығарсыз, жоқ, істемеген. Яғни соны өзім білу үшін, өзімді тексеру үшін соны бастым, соны істеп көрдім. Бағасын да көтеріп қойдым, скидка да қойдым, басқа да қылдым. Короче, $1000 кіріп кеткен ғой минусқа. Енді қараңыз, $1000 бар, анау бар, прям басым миып отыр да, мен вроде ақша тауып атқан, қарызға кіріп кеттім деген сияқты. Яғни сондай жағдайларда мен қалай шешім қабылдадым? Яғни фокусты ауыстыру. Фокусты қалай ауыстыру десем болады? Так, примерно, мынау деп алайық, пульт, мынау қолымды көріңіздер, мынау пульт, мынау қолымдағы біздің қарызымыз, қолыңыздағы. Мен жоқпын, мынауны ғана көріп тұрсыздар, дұрыс па? Бүкіл үйде бір ғана зат тұр. Енді сіз осыны қарай бересіз, менің қарызым бар еді, үйтіп жатыр, анау сұрап жатыр, мынау сұрап жатыр. Енді қарызға 1000 теңгеден 500 теңгеден жинасаңыз, ол жиналады қанша көп болса. Бірақ біз оны көп дегенде ойлаймыз да, қалай істеймін, оны жабамын деп тағы да қарыз аламыз. Оны қарыз мынаны жабамыз, тағы да анаға қарыз боламыз деген сияқты. Енді бұл жерде проблема қалай фокусты ауыстыру. Яғни сіз қарызды ойлама. Мынаны ойламаңыз деп тұр. Қалай ол? Қанша сіз ойламайын десеңіз ойлап қоя береміз. Біз пендеміз, ойлап қоя береміз. Ұйықтайын деп жатқанда да, ой, ада қарызым бар еді, анау менен бақытты, қарызы жоқ, ана жерде анау жатыр, қарызы жоқ, қандай рахат, қарызы жоқ деп ойлаймыз да. Өліп кеткен жағдайда да қарызы жоқ. Неге мен қазір өліп
бойымда сонша қарыз деген сияқты. Сіз оны ойлай берсеңіз, ойлай береміз, бірақ мүмкіндігінше, давайте мүмкіндігінше азырақ ойлауымыз керек та, мүмкіндігінше. Рахмет, Гүлана ханым. Мүмкіндігінше аздау ойлау керек. Конечно, ойлама полный дей алмаймын, бірақтан сіз оны қанша мән берген сайын, қараңыздар, гүлді сіз суарасыздар ғой, нені ойлай білесіз, сол нәрсені біз суарамыз, көбейтеміз. Ол авертон деген техника да, яғни авертон. Сіз, мен, например, көзіме қара очки тағып алсам, бүкіл әлемді мен қарамен көремін, дұрыс па? Рахмет. Например, көзімде очки тұр, бүкіл әлемді қара көремін. Бәрі айтады, ондай емес, жап-жарық қой десе, жоқ, мен көзімде очки тұр ғой, терезем, примерно, міне терезе, терезеңіз, үйдің терезеңіз қап-қараға болып тұр. Енді сіз сыртты қалай көресіз, қанша терезеңіз жусаңыз да, басаңыз да, ол қара болып тұр ғой. Яғни оны сіз жақсылап сүрту керексіз, немесе қарасын бірден алып тастау керексіз дегенсе, одан кейін сіз сыртты дұрыс көресіз. Тура солай, сізде ойыңызда қалай болып тұр, ақшаға жайлы қарызды төлей алмаймау, қарыз дей беретін болсақ, ол қарыз бітпейді, ол наоборот кете береді да сізге. Вайлберске қарызға кіріп шығып кеттім, Аллаға шүкір. $1000 кіріп кеттім ғой. Так, сондай да, сол себепті мүмкіндігінше аз ойлап, енді мынау қолым тұр, сіздің қарызыңыз. Мен бүкіл үйде мен жоқпын, бір ғана осы нәрсе қарызды ойлап тұрмыз. Енді оның қасына мына затты қойдыңыздар. Енді көзіңіз қарайшы, көзіңіз қайсыған бөлініп тұр. Честно жауап берейік өз-өзімізге. Например, мынауны көріп тұрсыз, бірақ қасында мынау да тұр. Көзіміз по-любому бөлінеді ғой мынаған. Ойымыз чуть кішкене болсын мынаған бөлінеді, кейін қайтадан қарыз ойлап қоямыз. Бірақ мынаған бөлінген кезде сізде мына зат бойынша мақсатыңызға деген қадам, ойыңызға, өміріңіздің келешегі, бір жылдан кейін сіз қалай елестетесіз, сол нәрсені сіз қосқан кезде мынау қарыз өзінен өзі азайып барады. Қалай, ол автоматым, ол мен өзім живой айтып жатырмын да, сондай болды. Анаған ақша жинап жатырмын, мынаған ақша жинап жатырмын, осы уақытта қайтаруым керек деген сияқты уақыт болады да. Сол кезде уже мынаған фокус бөлу үшін мен бұны сіздерге айттым, я. Алла тағаланың көркем есін, 99 есімдерін айттым. Соның ішінде Аль-Муғни дегенді күнде 3000 реттен айтыңыздар. Действительно, оның қиын жері жоқ. Просто электронный таспих алыңыздар да, немесе өзіңізде болсын. Күнде айтып жүріңіздер, ол действительно работает. Потому что Алла тағаланың бәрі бізге берері күшті да. Одан кейін маған көбісі айтып жатсыз, орамал тартып алдыңыз, Алланы танып кеттіңіз ба? Әркім арқалай сөйлейді, маған директке біреу ашып сөйлейді, біреу күліп сөйлейді. Мен оған ренжімеймін, ешқандай. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызда бар нәрсе аузыңызға шығады. Сізде ойыңызда жоқ нәрсе аузыңызға шықпайды. Тура солай сіздің ойыңызда сол нәрсе болып тұр ма? Осы нәрседен қорқу болып тұр ма? Или болмасам соған сіз біреуге негатив айтып жатсыз ба? Біліңіз, ол сіз өзіңіз. Яғни сіздің қандай екендігіңізді сіздің комментарийіңізден болсын, сіздің сөзіңізден болсын жан-жақты естіледі. Сол себепті мүмкіндігінше жақсы сөйлеп қалуымыз керек. Бақытты болу керек. Біз әрине бақытты, постоянно бақытты болып жүре бермейсіз. Бақытты сәттер болады. Бақытты сәттерден біз бақытты боламыз. Өмір бақи сіз бақытты болмайсыз. Живой, да? Өтірік айтпай ақ қояйын. Действительно солай. Тура солай бақытты сәттерімізді бағалауымыз керек. Бірінші. Одан кейін мен өткенде сіздерге жарылып, шын жүректен айтқым келіп отыр. Қалай айтсам екен, мынандай жағдай болды. Менде 2 күн, прям 2 сутка басымды көтермей жаттым мен. Енді орамал тартпай тұрған кезде, енді, конечно, Алла тағаланың қалауымен дальнейшем хиджабқа да келерміз. Енді әлі иманым жетпей тұр, но сол кезде түсіндім, 2 күн жаттым ғой, апта емес, 2 күн. Санасына қарай сөйледі. Дұрыс. Например, 2 күн жаттым. Қимылдай алмай жатырмын. Басымды көтере алмаймын. Ауыр, өзімнен, денемден ауыр да. Потому что депрессия болып кеттім мен, мынау не болып кетті деген сияқты. Күйеумен ұрсып, балама ұрсып деген сияқты. Содан кейін мен дем алмаймын, жұмыс істеуім керек деген сияқты. Алла тағала болып кетті. Алланың қалауымен жатып қалдым да, басымды көтере алмай жатырмын. Енді қараңыздар, ойлаңыздаршы, сол кезде мен өліп кетсем не болар еді? Бірінші ойым сол келді да, даже балама да қарай алмай жатырмын да, балам түсіп қойып жатыр, басқа болып жатыр, ол маған келіп жатыр, жылап жатыр, күйеуім жұмысқа кету керек. Білмеймін, 2 күн сөйттік та біз. Сол кезде Алладан сұрадым, я Алла, мен тұрғызшы, өзің тұршы, сенен басқа. Біз действительно әлсіз екендігімізді мойындауымыз керек екен. Енді мен осыны көріп отырған адам болсаңыздар, сіздерге айтатын, біз действительно әлсізбіз. Біздің қолымыз ештеңе келмейді. Менің қолымнан сіздің ешқандай ештеңе келмейді. Көзіңіз, мұрныңыз, қолыңыз, қай жеріңіз барлығы Алланың екен. Барлығы Алла, ертең бәріміз ол мойындауымыз керек. Бір күн емес, бір күн біз бәріміз қайтыс
Алланың өзіне қайтып барамыз, иә. Бәрібір о нәрсе бар, жоқ емес. Оны қалай түсіндірсем болады да? Например, сіз екіқабат болдыңыз, иә? Әйел адам екіқабат болды. Оны білді. Ол по-любому. Ол түсірілді. Біз Алла Тағала бізді жаратты ма? Бізге парыз еткен заттары бар, және де нақты біз алдымызға келетін зат. Ол көзім А точка, Б точка. А точка және Б точка деген негізі туылдың и өлдің деген сөз. Соның арасында қалай өмір сүреміз? Енді оның арасында біз көбіміз, енді қатты сөйлесем, алдын ала кешірім сұрайын, енді қатты сөйлесем, бірақтан көп адамнан сұрасаңыз, кімнен сұраңыз, немесе өзіңізден сұраңыз, егер де сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз, мен не үшін өмір сүріп жатырмын өзі? Не алып жатырмын? Арғы дүниемен не алып жатырмын? Немесе адамдармен не істеп жатырмын? Или болмасам, енді мен не істеймін? Көзім бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін осы уақыттың ішінде қалай өмір сүріп жатырмын? Санамды өсіруге не істеп жатырмын? Енді қандай сабақ алдым деген сияқты. Сондай бір сұрақтарыңыз болып жатырса, сондай бір өзіңізде ешқандай жауап тауымасаңыздар егер, онда сіздер біліңіз өте бір қауіпті зонадасыз. Яғни сізде даже сұраққа жауап жоқ та, өзіңізбен жұмыс жасауымыз керек та. Яғни қалай, например, ренжімеңіз де, бағана сториста қойдым, аман жол мен деп постоянно қарап отырамын да, сөздердің былайша даму үшін. Айтып жатыр ғой, былайша қарап отырсақ, ағаштар да гүлдеп жатыр, өзінің тірлігін істеп жатыр, қаншама аңдар бар, басқалар бар, иә. Қаншама нелер бар, қалай екен, мысық, ит дейік те ауылда, например, солардың барлығының мақсаты не өзі? Бәріміз негізі Алла Тағаланың жаратқан құлымызды, жаратқанымыз біз. Алла Тағала жаратты, просто бізге сана берді, артық басқа аңдардан, ит, мысық, бопшын, бәр нәрседен, ағашты бәрінен бізді адам қылып жаратып миымызға сана берді ма? Сол санамыз дамытпасақ, біз олардан ешқандай разницамыз жоқ. Шын айтайын, енді қатты сөйлесем ренжімеңіздер. Действительно, сонда мен өз-өзіме жаным ашып кетті сол кезде, деген сияқты. Сол себепті тек қана көбею, тек қана сол жасау емес. Действительно, Аллаға шүкір көбейіп бала шағамыз болса, бірақ оған дұрыс саналы өмір беруіміз керек, бақытты етуіміз керек. Ол үшін бізде әрине қаржы болу керек. Исламда біздің көркем, біздің дінімізде ешқандай бай болуға бізге не салмаған, тыйым салмаған. Бай болуымыз керек, Алла Тағала беріп отыр. Например, мен сіздерге түсіндірейінші. Қараңыздар, қарап жатсыздар, дем алып жатсыз, иә? Дем бітіп қалады деп ойлайсыз ба? Ауа бітіп қалады деп ойлаймыз ба? Комментарийға жазыңыздаршы. Өзіңіздердің чисто ойларыңызда ауа бітіп қалады деп ойлаймыз ба? Ойымыздағы санада не ойлаймыз деген сияқты. Ауа бітіп қалады деп ойлаймыз ба? Жазыңыздаршы. Қалдайсыздар, дұрыс дейді. Дәл осылай түсіндіретін адам көрмеппін дейді. Рахмет, Айгерім ханым. Енді өзімнің санам жеткенше айтып жатырмын ғой, негізі. Жоқ, конечно, мен енді ақылды болып кеткеннен, бір санам жеткеннен сіздерге ақыл айтып жатқан жоқпын. Просто мен бір айтып едім, бір марафонда айтқан болатынмын, бір хадис естідім, сол хадисқа бола мен айтқым келеді, білген затымды бөліскім келеді деп айтқанмын. Сол хадисті да енді марафонда болмағандарға кішігірім айтып өтем қазір, иә. Так, жоқ, конечно дейді. Конечно, жоқ. Себебі біздің ойымызда жоқ о нәрсе. Ойымызда біз ауа бітіп қалады деген ой ойламағандықтан ауа бітпейді. Енді тура осын бағана түсіндіру жүр. Екінші жағын айтайын. Например, біз ақшаны бітіп қалады яу деп ойлағандықтан ақша бітіп қалады. Мен қазір ойлаймыз ғой, қазір мен жаққа барсам балам ауырып қалады ау. Мүмкін ауырмайтын шығар. Например, сіздің күйеуіңізді, немесе жолдасыңыз, немесе енеңіз, айтамыз ғой, о, мен күйеуім табыс таппайды. Ой, анау бір жаққа кешігіп жатса не істейміз? Ой, анау қазір ішіп келетін болды, немесе тағы бірдеңке болды. Ойымызда сол. Онда ойлағаннан кейін, ол бүгін болмаса, ертең болмаса, ары күні обязательно сол нәрсе болады. Потому что біз ойлап қойдық та, болды. Біз сол кезде жақсы нәрсе ойламаймыз. Кешігіп келіп жатса, ой, аз қазір үйтіп келеді, бүйтіп келеді деген сияқты. Сіз соны ойыңызды өзгерту арқылы действительно күйеуіңізді жалқау болса, енді мойындаңыз. Қабылдау деген сөз бар екен да, оказывается. Қабылдауды да осознанно түсінбейміз да. Осознанно түсіну деген жүрекпен қабылдау. Ол сондай адам болды, Алла Тағала жаратқан. Оны сіз қанша сіз ол адамды өзгертемін, ананы үйтемін деп ешқандай уайымдамай қойыңыз.
өзгертемін деген сөзді в общем миыңыздан шығарып тастаңыз. Біз әлсізбіз, біз пендеміз, біздің қолымыздан ештеңке келмейді. Оны қабылдаңыз. Ол сондай адам ба? Болды. Например, одан сіз күтпейсіз сол кезде, қабылдаған кезде. Біз қабылдамаймыз. Одан кейін, например, анау үйтсе болады ғой, мынау бүйтсе болады ғой. Например, сіз ойлап қойдыңыз, да? Елдің күйеулері, например, ойбай үйтіп ақша тауып жатыр, немесе машина сыйлап жатыр, тағы да гүл сыйлап жатыр. Сіз енді анау үйтті, бүйтті, мендікі жасамайды. Енді ойлап қалдыңыз. Туған күніңіз болды дейін. Туған күніңізде маған гүл сыйлау керек еді, сыйламады. Или какой-то бірдеңке жасайды дедіңіз. Ойладыңыз өзіңізден, да? Бірақ сіз о нәрсе болмады. Сосын біз не істейміз? Ренжиміз. Ренжігеннен кейін бағандағы біздің басымыздағы ойлау қабілетіміз әлсіздейді уже. Бағанағы процент мынаған түсіп кетеді, да? И мынау басқа реніш көбейіп кеткеннен кейін, фокус мына жақта болғаннан кейін, фокус көп болғаннан кейін, мынаған сіз көбірек бөлесіз, да? И содан кейін уже сізде баланс бәрі бұзылып кетеді. Сол себепті зачем сізге біреудің ойлауы, қабылдауы, например, да? Просто Аллаға тапсыра салу керек екен. Болды. Не болса да дейміз, да? Бірақ мойындайықшы, о нәрсені жасамаймыз. Мен өзім сонымен жұмыс жасап жатқан кезде қанша ойладым, анау үйтсе болады ғой, мынау бүйтсе болады ғой, мен бүйткенмін, міне көмектескем, үйткем. Жоқ, мен ешкімге ешқандай көмектеспегем. Ешкімге мен ештеңе жасамағам. Бір ғана менің оның барлығы Алла тағаланың қалауымен. Например, менде оқушылар табысқа жетіп жатыр, біреулердікі жетпей жатыр, иә. Әне мұғалімнің 30 оқушысы 5-ке оқымайды. Сол себепті айтатын еді, өзіңізде результат болмай жатса, біреуді кінәлаудың қажеті жоқ. Өзіңізде қандайдыр бір нәрсе, яғни хайырлы, барлығы хайыр. Жарайды, сізде бірісте болмай жатыр, басқа жақтан шығар. Басқа болмаса басқа жақтан шығар, иә. Яғни оның барлығы хайыр. Алла тағала сізге не берін өте жақсы біледі. Осы беру жағынан да айтқым келіп отыр. Бізде элементарно түсіндіруді мен өзім қарапайым тезірек түсіндіруге әрекет қыламын. Мен оқыған кітаптарымды, жасаған кітаптарымды түсіндіргім айтқым келеді шын жүректен. Неге? Сол бір хадисті естіп алғам, содан мен айтқым келе береді, да. Сол себепті қалай айтсам екен. Например, Алла тағаланың қалауымен көріп отырсыздар, иә, маған үйде қарапайым үйде отырған ана болдым, және де Wildberries шықты, оны алдым, оқып алдым, Аллаға шүкір. Минустар қанша болды, 300-ға алдым, о ақшам құрып кетті. Күйеуімнен қарыз кредитке алғам, ол жан-жақты бәрі сұрап кетті. Одан кейін товар алыптық, үйттік, короче, қанша қиыншылықтармен біз Аллаға шүкір жетістікке жетіп, өзіміздің учебный центрімізді, фулфилмент қызметімізді, Қазақстан бойынша 3 фулфилмент қызметімізді, және де Аллаға шүкір көлігімізді, және де әпкем алды, иә. Соның барлығына Алла тағала жайлап берді. Сол себепті беріп жатыр, сұрап жатыр да, и сол бір уақытта болмай қалды. Яғни қандайдыр проблема болды бізде, вообще тоқтап қалып бір нәрселеріміз. Яғни бір-біріміз түсінбейміз, жеттік деген сияқты алам. Бір нәрсеге жеткен кезде не қаласың, выгорание болып қаласың, істемеймін деген сияқты сондай болып қалдық та. Енді мойындайын, тәкаппарлық деймін. Тәкаппар болып кеттім ба, білмеймін. Алла өзі кешірсін, сол себепті Алла тағала деген сияқты. Сол себепті сол кезде мен тағы да әрекет қыла бердім, да, пытырлап үйтуім керек, бүйтуім керек, жасауым керек дедім, да, әрекет қыладым. Демал деді маған күйеуіме, демалсай сен бірінші, бір апта демал, өзіңе кел деген сияқты. Жоқ, мен үйту керекпін деді. Алла тағала маған денсаулығымды алып та сразу жатқызып қойды. Одан кейін барып ойладым, да, яғни ол хайырлы болғанда, қарызға кіруімді, Wildberries'тен минусқа кіріп кеткенімді, например, конечно, жүрегің ауырады, просто $1000 төлеу деген сияқты. Конечно, оның барлығы хайыр. Жарайды, мен содан кейін түсіндім, хайыр екен ғой, Алла тағала маған өзінің жақсы затын бермекші екенін, мына Алла тағала менің қалауымен бутик ашайын деп жатыр екен деген сияқты, да. Оның да ол енді келді ғой. Оны мен сіздерге былай түсіндірем. Қазір жас қызыңыз, балаңыз бар, иә? Кімде бар? Өзімізде, бәрімізде Аллаға шүкір бар. Болмаса енді болады, ниеттеніңіз, Алла тағаладан берері көп. Шексіз. Сіздің сұрап жатқан әшейін бір үйіңіз, машинаңыз, Land Cruiser, Rolls-Royce, например, ешқандай сізге оған ештеңке емес. Үшеуін, онын әкеп береді сізге Алла тағала қаласа. Мә десе, болды. Даже біреуден ала салады да, қалтасынан түсіріп, жолда сіз оны тауып ала бересіз. В общем, ойламаңыздар. Тура солай баған ауа бітіп қалады деп ойламаймыз ғой. Ойламағаннан кейін ол бітпейді. Тура солай ақша да бітпейді. Бітпейді ақша. Келе береді сізге. Қалай оны ойламаңыз, қалай келеді. Конечно, ойламай жүре берсең, тым әрекет қылмасаңыз, конечно, ештеңе болмайды. Бірақтан әрекет жасаңыз бірінші, Аллаға тәуекел етіңіз, әрекетіңізге қарай Алла тағала бере береді. Ниетіңізге қарай. Барлық жері солай.
сіз бір жерге тәуіпке айтады ғой, құранмен оқытады екен, сол құранға бар, ананы оқы, анаған барсаң жақсы болып кетеді екенсің деп. Біз оған ойланып барамыз. Құранмен оқытса қанша процент сіз есеп ойлап жатсыз, қанша процентпен сеніммен барып жатсыз, сонша процент результат аласыз. Сіз жұмысыңызды қанша процент тәуекел етіп жатсыз, сонша процент сізде результат болады. Сол үшін 100% Алла тағала тәуекел етіп бастай беріңіздер. Самый главный бастау. Сіз бастамай бір орында тұра берсеңіз, дамуға, өмірге өзгеруге, немесе балаңыз өзгертуге, просто ойды өзгертуге, хотя бы кітап алып оқуға, ең болмағанда сол нәрселерді авертон дедім, айттым, көзіңіз көру үшін Инстаграмға тіркеліп алыңыздар. Керек еместерін шығарып тастаңыздар. Сіз армандаған Турция ма, үй ма, соларға тіркеліп алыңыз. Постоянно реклама шыға берсін, көзіңізге келе берсін. Ол қайта-қайта көрген сайын ми оны қайта-қайта көре бергеннен кейін ол сол нәрсеге әрекет жасайды. Мынандай әрекет жасау керек екенмін ғой деген сияқты шығады да. Яғни солай сіздер міндетті түрде мимен жұмыс жасап бастайық. Лучше уақытыңыз қалып жатыр ма, қарызыңыз ба, білмеймін, қандай да болса да, не болса да проблемаңыз, жайлы біреуді ренжин деп жатсыз ба, ойлап қаласыз ба, сол жерден фук кетіп өзіңізге тоқтады, стоп деңіз да, альмони деп соған фокусыңыз маған кетсін, бұл анау фокусыңыз кетеді. И одан кейін мынандай техникада күлкілі болса да айтайын. Қазір мен біреумен ренжіп жаттым, біреу сізге бір нәрсе деп қойды, сөзі ұнамай тұр, бүйтіңіз. Мына оң жаққа қарайсыз, прям до конца қарайсыз, сол жерде не бар. И сосын соны сразу бері қарай аласыз да, мына жақта не бар. Соны бір 5-6 рет жасаңызшы, басыңыз қимылдатпайсыз, просто. Ойыңыз действительно өзгереді. Ойыңыз действительно фокус ауысады. Соны жасап көріңіздер, қандай да бір реніш, жылау, депрессия, или болмасам, сол қарыз жайлы бірдеңке болып жатыр ма, осы техниканы жасаңыздар, міндетті түрде фокусыңыз бағанағы мына фокусқа ауысады. Сол кезде уже мен мынандай істеуім керек екен, Аллаға шүкір, байлығым мынау екен, денсаулығым жақсы екен, жатқан жоқпын, қолға бір күрек елдер жасалады, мен де жасайын деген сияқты басқа ойларға кетеді. Сіз ол жерде отыра берсеңіз, отыра бересіз. Самый главный бастау. Сіз бір қадам жүріп, адам Меккеге жетеді дейді ғой, жаяу сұрап деген сөз. Яғни бір қадам бастап, бір қадам жасап, одан кейін жақсылап үйренгеннен кейін сіз оны жүгіресіз, жүгіргеннен кейін уже ойлайсыз, велосипед аласыз, велосипедпен жетесіз мақсатқа, велосипедпен жеткеннен кейін уже сізде машина аласыз деген или ары қарай көлікпен ары қарай ұшақпен деген сияқты. Бірақ сіз бастаңыз. Самый главный бастау. Сол бекіну деген сөз. Маған өткенде сторисымды жазған кезде бір кісі айтты, менде бекінгім келеді деп. Вот сіз сол нәрсені жүрекпен қанша 100% бекініп жатсыз, Алла тағала жеңілдетіп қояды бар нәрсені. Орамалыңызды да, басқаңызды да, например, сол кезде енді Инстаграм қалай шығасын, Ютубқа қалай шығасын деген сияқты. Маған біреулер жараспапты деп, біреу жарасты деп жазып жатыр да, например. Алла тағала өз бәрін қорғап қояды. Болды, Алла тағала тапсырыңыз, еще бары болады екен. Мен мама да солай айтады, Аллаға тапсырдым деп деді. Керемет. Анаңыз бар екен. Айгерім ханым, сізден бақытты адам жоқ. Мен сізге прям авес қылып отырмын. Например, маған бір кісі айтты, мен сіздің орныңызда болғым келеді деп жазды да директке. Кейін айтып, анаңыз бар ма дедім. Я, әкем, анам да әкем бар деді. 4 балам бар дейді. Бірақ өңірден түгіліп кеттім. Жасыңыз қаншада дедім, 32-де дейді. 32-демін дейді, осындай әке шешем бар деді, 4 балам бар, бірақ квартирадамын, ақшам жоқ, қиналып жатырмын, мен де үшті бір нәрсе бастағым келеді, анау айтты, жылап біразын жазған әйтеуір. Сол кезде айттым ғой, айналайын, мен сіздің орныңызда болғым келеді деді. Бірақ Алла тағала сіз қанша айтқанмен ол нәрсе болмайды, болды ма, болды, ол нәрсе өтті, ешқашан қайтпайды, кешегі күнімізді қайтпайды. Қазір мен шыққанымда, мен шықпасам да уақыт өтіп жатыр да, сіз қанша адам кіріп отыр ма, сол адамды кіріп отырғандарды көріп отыр, хотя бы бұл эфирден бір инсайт алып кетсе де, например, ең болмағанда Алла тағаланың аль-Муниесін айтып жүрсе, ең болмағанда өзі үшін бастайым деген сөз болса да, сәлеметсіз бе Назерке ханым, например, бастайым деп бір нәрсеге бекініп, осы нәрсені істеймін енді Алла тағаланың қалауымен деп бір нәрсені, бір инсайт алып кететін болса, соның өзі маған үлкен жетістік болады да. Сол себепті кешегі күнмен жасамайық, болды, кешегі күн бітті, ол в общем прям уақыт жетпейді екен, оказывается, бізге ше. Бұрын уақыт кино көретінбіз, уақыт өтпейтін, басқа деген сияқты, уақыт жетпейді. Қараңыз, бүгін кешегі күніңіз бітті. Бүгін қолымызда бар. Дәл қазір осы сәт бар менде. Сіздермен бірге отырған осы уақытым бар, сәтім бар да. Ертең, таңертең мен тұрамын ба, тұрмаймын ба, оның бәрі бір ғана Алла біледі. Одан кейін ертең ба, ары күні ма, мен білмеймін, қазір мен 27 жастан ба, 30 жаста қайтыс болып кетем ба, 60 жаста қайтыс болып кетем ба, 80-де ма, немесе білмеймін, тағы бірдеңке бол, оның барлығы ол
білмейміз оны сіз қанша сіз ертең үйтемін жоспарлаймын бір затты бастаймын десе понедельник жасаймын немесе жаз келсін күз келсін деп оны уақытты өткізбеңіз. Ертең не боларын бір ғана Алла біледі. Сіздің қолыңызда бүгін бар ма, бүгіннен пайдаланыңыз. Бүгін сіз осы нәрсені бір нәрсені білдіңіз ба, бүгін бекініңіз. Бүгін дәл қазір бекініңіз, болды. Например, мен енді бір уағыз айтып, сіздерді бір жасағым келіп тұрған жоқ. Просто сіздерде қазір ойыңызда не келіп тұр? Мен, например, біреу айтуы мүмкін, мен мынандай сүйрет видео жасау жақсы көремін да, видео жасауды жасап үйренсем, үйреніңіз. Вайлдберстен бастағым келіп тұр, бірақ анау платный болып кетті да, анандай болып кетті да, бола ма екен, енді қайтеді екен. Оны да бір ғана Алла біледі. Қытай, Россиямен мынандай болып жатыр, сіздің ойыңыз деп маған біреу жазды тарихқа. Сол кезде айттым, мен Вайлдберст емеспін, біріншіден. Екінші, мен Алла тағаланың рөлін ойнап алатын ешкім емеспін. Сіз де, мен де, яғни тәуекел етіп бастаймыз. Мен де тәуекел етіп жұмыс жасап жатырмын. Оны сіз бастамасаңыз, ол болмайды ешқашан. Бірақ бастап қойып болмай қалды ма, ол да қайырлы. Тура солай, сіз бастаған кезде, сіз сол нәрсені түсінген кезде, бүгінгі күнмен жасауды түсінген кезде, оның барлығы аралай бола береді. Яғни сізге зачем керек, например, доллар көтеріліп кетіп жатыр, доллар түсіп кетіп жатыр, ойбай анау болып жатыр, мынау саясатта біз өлтіріп жаңалықта көріп аламыз да, болмайтын миымыз толтырып аламыз. Анау жаңалықта анау Асимов үйтіп қапты, анау депутат бүйтіп қалыпты, анау отырып жатып қапты, анау тұрып қапты деген сияқты да. Ол барлық негатив сізге неге керек? Сіз өзіңіз көзіңізге овертон болатын нәрсені көрсеңізші, көзіңізге керек затты. Бриллиант алғыңыз келіп тұр ма, постоянно барлық жерге бриллиант қойыңыз. Үйіңіздің бір жеріне, ана жердің бір жеріне, қандай да бір сізге ситуация менен Алла тағала соны жеткізеді. Мен сол машинаны айта беретінмін, машина алғым келеді. Ақ светін қойып қойғам, әйтеуір алғым келеді дей беретінмін. Бірақ Алла тағаланың қалауымен қалай біз өзі басқа нәрсе, басқа машина көріп жатқанбыз, сол нәрсе келіп қалды да. Сол себепті сізде айтпақшы болғаным, болмай жатса қазір барлығы қайырлы. Оны мен қарапайым тілдестерге түсіндірейін. Так, дұрыс айтасыз. Гүлфарда ханым, қалайсыз? Прям осы Гүлфарда ханымды айтқым келіп тұр. Қазір осы жерде отыр, өзі кіріп, өзіне жазсаңыздар да болады. Мен өткенде де хабарласып айтқам. Мен бұл кісіні прям құрметтеймін, себебі ешқашан негатив айтпайды. Біріншісі. Екіншісі, әрқашан күледі. Например, не болса да, например, арзан бағамен заказ түсіп кетті өткенде. Ой, сондай болып қалды ғой деген сияқты. Ой, сен үйттің, соны көрмей қаппыз, бүйтіп қаппыз емес. Яғни барлығы қайырлы. Не болса, өзі қанша жерден оқығаны, например, өзінің бала шағасы бар. Не болса да, все ситуация дейді, альхамдулиллах деген адамда. Сол себепті не болса да, қандай жағдай болса да, Аллаға шүкір. Осы нәрсені маған беріп отқанына көзім тірі. Енді хадистерде де бар жерде айтады, Алла тағала сіздің мойныңыздан артық көтере алмайтын жүк бермейді. Яғни сіз көтере алатындай жүк беріп отыр. Сол себепті көтере алатын жүк бергеніне, бізді сынағанына рахмет. Алла тағала сізді сынап жатыр ма? Яғни сіз ойдасыз, Алла тағаланың ойындасыз. Ол сізді ойлап жатыр, сынақ беріп жатыр. Ештеңке проблема болмаса, үйіңіз, машинаңыз, бар нәрсеңіз, ойлаңызшы, барлық затыңыз бар, барлық арманыңызға бүкіл бәріне орындалып кетті. Үйіңіз алдыңыз, машина алдыңыз, қарыз құтылып кеттіңіз, тағы не, әпкелеріңіз, бауырларыңызбен умраға бардыңыз, тағы не, қаржылық жағдайыңыз бар, барлық жерде апорт сияқты бір торговый центр, в общем, бар нәрсеңіз бар. Бәріңіз жетіп қойдыңыз. Ары қарай бізде қандай не бар? Қандай мақсат бар? Ары қарай. Яғни сол нәрсені сіз ойлай берсіз, соған жеткізеді Алла тағала. Ары қарай ол сізде даже ойламаймыз да. Элементарно сонда ойлаймыз. Мен өзімді ойламадым. Әшейін Вайлдберст оқып жүрдім, үйттім да, кейін ұжымаған. Бар нәрсеге жеттім, күйеуіммен бірге болдым, машина алдым, бәрі жақсы. Алла тағаладан сұрадық, 3 жыл Алладан сұрап жүріп, Алла тағаланың қалауымен бөпелі болып, бірақ сонда кейде мен ұрсып қоямын да баламды кейде. Өзімнің бағанағы проблемаларыма балам жылаған кезде ой деп ұрсып беремін. Оның не күнәсі бар? Ол ертең детский травма болады да. Сол себепті баламызға да негізі орыстар дұрыс айтады екен, ұрыспаңдар дейді. Біздің миымызда не бар? Ұрыспасаң ол шолжаңдап кетеді. Ол ұрыспасаң үйтіп кетеді. Жоқ, ол біздің шығарып алған ойымыз. Ұрыспасаңыз да ол жақсы болып, семья болып өседі. Ең жақсы жігіт болып шығады, ең жақсы қыз болып. Сіздің балаларыңыз ең алды, ең мықтылар былайша. Ең мықты болғаннан кейін осы дүниеге келіп отыр деген сияқты ғой. Так, Вайлдберст заказ салу үшін сіздің тауарларыңызды ертерек болса екен. Бүгін бұйыртса қоямыз ссылкасын, сторисқа салам, телеграм канал ссылкасын.
сол ашылу қылып қойып жатырмын ғой, содан көрсеңіздер болады. Анасы бар бақытты жан ғой. Анасы барлар бақытты жан. Прям бақытты жан. Бағанағыны әлі айтып үлгермедім, кешіріңіздерші, мына қайнап кетеді да, мына жерден айтқым келіп кете береді, бірін бітпей мынаны айтқым келеді деген сияқты. Сіздерге негізі премифер ұнап жатыр ма? Премиферден бірдеңе алып жатсыздар ма? Өздеріңіздердің бір кері байланыс болсын. Что мен айтып жатырмын, типа не дейді, мүмкін кім біледі, біреу сөзіне ұнамайтын шығар, біреудің сөзі ұнайтын шығар деген сияқты ғой. Сол себепті комментарийға плюс немесе тағы бірдеңе эмоциялар қалдырып қойыңыздар. Так, кеттік. Енді қараңыз, бағана Алла тағаланың, енді әрине салыстыруға келмейді, Алла тағала өзі кешірсін. Былай түсіндірейінші, рахмет Гүлшара ханым. Қалай айтсам екен, балаңыз қызыңыз бәрімізде бар ғой, Аллаға шүкір, сізден сұрады, мороженое алып бер дейді. Сіз не істеңіз, қалтаңызда ақшаңыз бар, сіздің ақшаңыз жетеді мороженеға, дұрыс па? Бір зарплатаңыз мынадан жетеді ғой, қанша мороженое керек болған, тауып бере аласыз. Бір сұрап бердіңіз, жеді, сол тамақты, мороженое жеді. Екінші рет сұрады, тағы да алып бердіңіз. Үшінші рет сұрап жатыр, тағы да алып бердіңіз. Енді төртінші рет, маған тағы да берші, мороженое берші деген кезде сіз не істейсіз оған? Айналайын, балапаным, дейсіз, жақсы көргендіктен сіз о балаңыздың денсаулығы үшін саған мынаны берсем, тағы да сен ауырып қаласың, сені мен жақсы көрем деп түсіндіресіз, бірақ түсіне ма? Түсінбейді. Ойбай жоқ, жүзіңіз жарқын, сіздің рахмет. Енді әрбір адамның өзінің несі болады ғой. Например, ол бала төртінші рет уже сізден мороженое сұраған кезде сіз жоқ, болды қызым, сен ауырасың, балам болды, саған бермеймін, тамағың ауырып қалды. Сен ол түсінбейді, бер, тағы да берші маған, мама алып берші деп жақсы көріп жеп тұр. Ол бірақ сіз бермегендігіңіздің себебі сіз оны жақсы көргендіктен. Тура солай біз баламызды қанша жақсы көреміз, Алла тағала біз соншалық одан да 100 есе, 200 есе қанша жақсы көретін, біз даже шексіз жақсы көретін білмейміз да. Шексіз сіз жақсы көргендіктен проблемаңызды беріп отыр, шексіз жақсы көргеннен кейін сізге басыңызға қарызды бәр нәрсені сіз сынақ беріп отыр. Бірақ біз сұраймыз, ананы бер, мынаны бер, береді, Аллаға шүкір, беріп жатыр, кейін бір уақытта бермей қалса, біз әрекет қыламыз. В общем, күйбен тіршілікпен, тек қана тіршілік, азаннан тұрасыз, тірлік істейсіз, жұмысқа барасыз, келесіз, тамақ істейсіз, басқаңыз тамақ жейсіз да, таңертең тұрасыз да, солай уақыт өтіп жатыр. Бір ғана точка айналып келіп жатыр да. Тұрдыңыз, тамақ жедіңіз, балаларды мектепке, садикке алып бардыңыз, жұмысқа барып келдіңіз, үйде ата-ене бар, күйеу бар, тамақ істедіңіз, жедіңіз, ұйықтадыңыз, кеш болып қалды, ұйықтап қалдыңыз. Кейін тағы да таңертең тұрдыңыз, сол нәрсе қайталана береді да. Содан кейін біз уже ешқандай дамуға, бір нәрсе ойлауға уақытымыз қалмайды уже, потому что уақыт жоқ басқа нәрсемен айналысуға. Егер біз оны істемесек, ақшамыз бітіп қалады деген ой бар да, бала-шағаны асырау керек деген сияқты. Сол себепті ол нәрселерден шығу керекпіз. Қазір сіз сол моментте тұрғанбыз, одан шығыңыз. Көзіңізді действительно ашыңыз, фокусыңыз, например, мына жерде свет тұр ғой, мына жерге свет қойып қойсаңыз, қыстың күні болсын, қараңғы жерге да, фокус мына жерде тұрған свет тек қана соны көреді. Мен осы көзіммен қазір мына жерге қарап тұрмын ба, сіздерді көріп тұрмын. Егер мен осында басымды былай бұратын болсам, мына жақтағы затты көремін. Мынандай зат бар екен ғой деген сияқты. Тура солай сіздер қазір қандай болып көзіңіз қалай көріп тұр, соны өзгертіңіздер. Бір түрлі бол деген Шонбайдың сөзі бар ғой. Тура солай бір түрлі болу керекпіз. Яғни басқалардан сіз бөлек табысқа жеткіңіз келсе, басқалардан көп Алла тағала білейін, вообще ойыңызға келмейтін затқа жету үшін сіз адамдар ойына келмейтін зат істеу керекпіз. Түсінікті болды ғой, Тура солай қазір сізде қандай қиындық болып жатқан болса, мен өзімнің жүрегіме түйгенім, өзім сол ситуациядан өткеннен кейін мен просто сіздерге айтып жатырмын да. Ол нәрседе болып жатса, көзіңізді ашыңыз, тұрыңыз, дәл қазір жігерленіңіз. Бүгін сіздің мүмкіндігіңіз, бүгін Инстаграмды білесіз, Инстаграмды жолға алыңыз, Телеграмды жолға қойыңыз. Инстаграм арқылы жұмыс жасаңыз. Қазір Инстаграмда дамып жатыр. Таргет жасауды үйреніп алыңыз, таргетпен табыс табыңыз да. Вайлбер сауда әшейін просто қолыңызда 50 мың теңге бар ма, 50 мың теңгеге барыңыз да, оптымнан алыңыз да бір товар, немесе бізде оптым арзан шығарып жатырмыз, содан алыңыз да, оптым көзім бісмиллах деп алыңыз да, Аллаға тағала тәуекел етіп. Сол 50 мың теңгеңізді ауылыңызға ұялмай ұсыныңыз, мынандай товар деген сияқты ауылыңыз өзі-ақ сатып алады. Енді или болмаса
Мен бұрын ауылда сөйтетінмін, ауылда жүрген кезде қолымда ақша болмайтын, сол кезде анау булочкалар бар ғой, не сосиска в тесте, соны сосиска в тестені мен интернеттен көріп алғам, ютубтан қалай істейтін, әдемілеп соны бір рет істедім, кішкентай қылып сататын болдым. Менің инстаграм парақшамда бар, көрсеңіздер түбінде тұр бір суретте, соны пісіріп есептеп бір неге 30 штук па 20 штук болатын, мен магазиндерге апарып реалға просто тастап кететін, сатып беріңізші деген сияқты да. Яғни хоть сөйтіп болса да оның айнып қалатын бар, өтпей қалатын бар, әйтеуір соның ішінен әрекет жасағаннан кейін соның ішінен әйтеуір болсын ақша табатынмын да. Тура солай не әрекет жасаңыз Алла тағала бере береді. Тура солай өміріміз де өзгере береді. Сіз әрекет жасаған кезде ғана сіздің өміріңіз өзгереді. Сіз әрекет жасамасаңыз, сіз өзіңіз үшін жұмыс жасамасаңыз, сіз өзіңіз хотя бы ең болмағанда элементарно психологтардың сөзі ютубта толып тұр, иә, анау сана дейді, мынау соны түсінетіндей, қанша уағыз тыңдап, например, хотя бы осы Алла тағаланың есімін айтып жатырмыз, кім қолынан келген бәрін айтып, соны жасаған кезде сізде әрекет жасасаңыз ғана результат болады. Әрекет жасасаңыз ғана өмір өзгереді. Тура солай. Например, Wildberries'те сауда жасап жатса, саудаңыз тоқтап қалған болса, ол сіздің ойыңыз саудамен болмай жатыр, қазір Wildberries болмай жатыр. Жоқ, сіз ойыңызды ойдан шығарып Wildberries'те сауда да болып жатыр, ақшамызды тауып жатырмыз. Мен Wildberries'те минусқа кеттім, минус болып кеттім, сенен болды деген сөз жоқ. Минусқа кетесіз, значит, өзіңіздікі. Ол сізді Алла тағала солай сынап жатыр. Немесе ол не сіздің кінәңіз емес, не менің кінәм емес, ол Wildberries'тің де кінәсі емес. Просто сізге сондай не Алла тағаланың келіп тұрған бұйрық болып тұр да. Значит, ол сіздікі емес, не мое деген сияқты да. Сол себепті Алла тағала бәріміз жақсы көреді. Бәріміз Аллаға шүкір, біз ең бірінші жұтығымыз, біз ислам дініндегі мұсылман болып туылғанымыз. Соның өзі біздің жақсы көргенінің ең үлкен белгісі негізінде деп қойын да. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Бізге жаңадан оқырмандар кіріп жатыр екен. Қош келдіңіздер. Өте керемет дейді. Рошан ханым, рахмет. Енді сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен мотивация айтып кете берем, мен негізі анау мынау деп. Енді ана хадис жайлы айтайын ба, айтпайын ба? Негізі білесіздер ме, білмейсіздер ме, жағын білмеймін. Сол себепті так, кеттік сұрақтарыңызға мархабат. Қандай сұрақ қоймақшы едіңіз? Бағана маған сторисқа жазған адамдар бар. Қандай сұрақтар қоямын деген сияқты. Сол себепті дұрыс дейді, рахмет. Сол жайында сұрақ қойыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? Wildberries жайлы. Мен Wildberries'те жұмыс жасап жатырмын. Неге бөлініп жатыр дейді. Білмеймін. Вроде бөлінбей жатқан сияқты. Wildberries жайлы и өзім жайлы қандай сұрақтарыңыздар қойсаңыздар жауап берейін. Біздің оптовый Алла қаласа скоро ашылуы болады. Магазиніміз, бутигіміз ашылайын деп жатыр. Сол бутигімізді тоже ашылуына шақырамын. Қарыз кредиттен құтылудан жолын айтыңызшы дейді. Сол қарыз кредиттен құтылуды мен қазір прямой эфирде сақтап қоямын, иншаллах. Әрине Алланың қалауымен, енді сақталмай қалуы мүмкін. Оның барлығы менің қолымда емес, yani техникалық сақтауға тырысамын, сақтағандай көрсеңіз болады. Сол жайлы қарыздан құтылу жайлы мен сізге қазір кішкене элементарный затты, өзім жасаған затты көрсеттім. Соны жасап көріңіздер, міндетті түрде ол работает екен. Так, или менде дейді. Wildberries жасап жатырмын дейді. Керемет, Wildberries жасаңыз, Wildberries'те действительно ақша бар. Және де товарный бизнесмен де саудада действительно береке бар. Оны мен көзім жетті. 100%, 200%. Складтан заттарды алып, Wildberries'ке қоюға болады ма? Иә, болады. Бізде сол Telegram каналға түскен заказыңыз болса, мына товарынан заказ түсірсеңіз, сол товарыңыз розыншамен алсаңыздар, және де үлкен мүмкіндік рассрочкаға алсаңыздар болады. Яғни рассрочканың бағасын біз есептеп қойдық, проценті бар Wildberries'нің, Каспийдің соның бәрін есептеп қойдық. Например, ақшаңыз болмай жатса, рассрочкаға алсаңыздар болады да, сол товарыңызды. И үстіне фулфилмент апарып береді. Егер де орап фулфилмент өзіңіз сейіст болды, өзіңіздер фулфилменттермен жұмыс жасайын десеңіздер, онда біздің фулфилментпен де жұмыс жасаңыздар болады. Ары қарай енді ол платный болады, енді фулфилменттің қызметін, но товарларыңызды рассрочкаға ала аласыздар. Так, отказ товарды қалай тез сатса болады? Отказ товарды негізі скидканы дұрыс қою керек. Дұрыс қоймасаңыз минусқа кетесіз. Потому что мен өзім жасап көрдім, минусқа кеттім, сол себепті дұрыс жасаңыздар. Именно сол отказ бойынша, возврат бойынша дұрыс жасамасаңыздар, наоборот минусқа кетесіздер. Крупный товар
менде крупный товар, менде дейді. Крупный товар болса, оның габаритіне қарайсыз ғой Wildberriesте. Сол габаритінен де логистикасына қарап есептеп қойыңыз. А то логистикасын көп алып қою мүмкін. Бірақ последний жаңалықтар бойынша логистикасы төмендеді. Так. Менде кеш жарық дейді. Кеш жарық Асетова дейді, Есетова дейді. Алла разы болсын, керемет жансыз, қызғанбайсыз дейді. Мә, қойыңызшы деп па. Рахмет. 5% қана қойғаныңызда болмайды, 50-60% қою керек. Ол үшін сіз бағаны көтеріп қою керексіз. Үлкен бағамен қою керексіз. Ол үлкен бағамен хотя бы кемінде 2-3 күн тұру керек. Себебі топта қанша бағамен тұрғаны тұру керек. И сіз соған қарай есептеп 50-60 қанша көп процент сіз скидка қойсыз, сол кезде жақсы сатылады. И және де цены скидки бөлімінде Wildberries'тің өзінің кабинетінде сол жерден акцияға қатыссаңыз, акциямен жақсы сатылады. Соның ішінен сатылады да, акциямен. Қойдым дейді. Так, рахмет Раушан ханым, бірәм қуанып отырмын. Енді мен көріп жүрсіздер, мен сіздерді Инстаграмнан көріп отырамын, стористарын бақылап отырыңыздар деп қойды. Так, сол акцияға қалай қоямыз? Отказный товарларымызды. Акцияға кіресіздер, лайфхак сіздерге тегін. Цены скидки бөліміне кіресіздер, и сол жерде календар акции деп тұрады. Жазып алыңыздар. Календар акции деген кірестерді, сол кезде последний қай акция болып жатыр. Сол акцияға загрузить файл деп тұрады. Загрузить файл емес, сіз бірінші ана жақта управление остаткамидан, аналитикадан қай товарларыңыз сізде возврат болып тұр. Сол товарларыңызды қалдырасыз да, Excel форматпен сол товарларыңызды қанша штук, бір штук деп қоясыз да, мына жақта товар количествосын бұрын дұрыстап қоясыздар. И сол файлды мына жаққа енгізесіздер календар акцияға. Яғни қай товарларыңыз акцияға қатысу керек, қай товарларыңыз сатылу керек, соларды белгілеп қоясыз. Сол кезде сол товарларға акция кетеді. Так, сол бойынша Фариза ханым түсіндіріп айттым. Так, сізді қайдан тапсақ болады, то есть бутик қайдайды. Айтпақшы, бутик Алла тағаланың қалауымен қолжетімді, қымбат емес деп қойында. Алтын Орданың жаңа павильонында, иншаллах, сол жерден ашып жатырмыз. Сол жерден алсаңыздар болады бүкіл товарларымызда. Және де Dyson бойынша айтқан болатынмын. Dyson фен, крупный қымбат фен, 481 мың, 450 мың деп тұрған Каспийдің өзінде. Кішкене бай болайықшы өзімізге алсақ та жарты бағасы почти бізде қолыңызға келу бағасы 240 мың болады. Полностью сертификатымен оригинал. Малайзиядан учетқа тұрғанбыз, сол дистрибьюторменен, яғни логистикалық компаниямен, яғни сол жерден алып 240 мыңға алып, сіз Каспийдің өзімен де қазір Жусанға да кіру оңай болып отыр ғой. Жусанға да құлақтарыңызды алтын сырға Жусан банкке де кіріп алыңыздар. Сатырузы G-Mart деген ашылған, соған кіріп алсаңыздар, сол арқылы сатасыздар. Wildberries'пен де сатсаңыздар болады. Wildberries'пен 600-700 мың теңге болып отыр. 240 мыңға қолыңызға товар келеді. Алдын ала заказ берсеңіздер 240 мыңға аласыздар. Егер де бізге келгеннен кейін алатын болсаңыздар, онда бағасы көбейеді. Сол себепті егер де біз заказ беріп жатқан кезде беріп қалсаңыздар ақшасын 15 күннің ішінде әзірге келетін болады. Менді ашығын айтып жатырмын, менді действительно сондай 240 мың супер. Потому что маған соны айтып жатсам, маған біреулер жазып, сіз неге өйтіп бағасын төмендеп шын айтып жатсыз, бағасы мынандай сатып жатыр қой, 300 мыңға, біреу 280 мыңға әкеліп жатыр екен да қолына. Енді мен совесть қой, жүрекпен кім қаншамен сатқысы келсе, соншамен сатады. Сол себепті мен де сіздерге шын жүректен арзан менен, что өзім көп қалмайтындай, что сіздерге де пайда болатындай болсын. Себебі адам, когда мен бір кісі солай айтты, маған енді түсіндім. Сіз когда басқа біреудің пользасын ойлаған кезде, басқа мұсылман бауырымыздың сол нәрсенің табысы, сіз басқа бір бауырыңызда, мұсылман бауырымыз, соны сіз ойлаған кезде, соның пользасын, например, сол арқылы мен арзан бағамен әкеп берейін, соның үстіне 1 теңге қойсын, 100 теңге қойсын, 1000 теңге қойсын, 5 теңге қойып сатсын деген сияқты. Ниетпен, напақасымен арттырсын. Wildberries оқытқанда да сондай, например, Wildberries оқытқан кезде, хотя бы осының напақасын тауып сөйтіп кететін болса деген ниет қой. Ниет ең бірінші. Егер де маған оқуға келген кезде біреулер айтады, мен болмай кетті, мен ақшамды қайтар, анау мынау деп сөздер келеді да. Сол кезде айтатын, ол ниетке, сіз қай ниетпен келдіңіз, солай результат аласыз. Қай ниетпен келдіңіз, солай. Егер де сіз мен сынап келетін болсаңыз, значит сізге болмайды деген сияқты. Тура солай ниетіміз түзу, Аллаға шүкір. Тура солай сіздерге результаттар жақсы болып, сауда жасап кетсеңіздер, сіздерді товарный бизнеспен жұмыс жасап, Инстаграммен жұмыс жасап, Wildberries'пен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сол баға устроить етіп, онда маған Алла бере береді. Яғни сіз басқа біреуді ойлаған кезде, Алла тағаланың дүниелік сіздің айтқан заттарыңыз өзі арқаңыздан жеткізіп тұрады екен ғой. Бол, сен мынаны ойлап жатсың, сен дұрыс жолдасың деген. Алла тағаланың айтқан жолмен жүрсеңіз болды, бәрі келе береді екен. Ол күмәнсіз. В общем, күмәнданбаңыздар.
Так, бағасын 3 күнге көтеріп, сосын скидка қоямын ба? Иә, 3 күнге көтеріп қоясыздар, полностью 3 есе 5 есеге көтересіз, бағасын есептейсіз, содан кейін скидка акцияға қатысасыз. Dyson пылесос болады ма? Dyson пылесос десеңіз, пылесос беріледі. Қазір Dyson фендарын заказ бергенбіз. Так, бутик рассрочка арналған бытовой техникамен жасала ма или киім ба? Бізде киім де бытовой техникада болады, және де рассрочка бар. Барлық товарларға рассрочка аласыздар. Памахет дейді, памахет, қалайсыздар? Алия Болатқыз, қалайсыз? Мақпал Батыр дейді. Умида ханым, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай біздің новый версия сборкада қалай қосады айтып жібересіз бе? Сборка қазір өзгеріп кетті. Бірінші поставка қоясыздар, бүкіл товарларыңыз белгілеп, поставканы жасағаннан кейін лист подбора шығарасыздар, потом лист подбора шығармасаңыздар шықпай қалады. И сосын бір-біреуден емес, сол жерде 3 точка тұрады, соны бассаңыздар QR код деп шығады. Полный басқаларын шығарып береді. Просто қазір орны өзгерді, бір ғана поставканы бірінші полный жасамасаңыздар маркетплейс істемей қалады. Так, сізге береке берсін, елімізге қызмет жасаудың шаршамаңыз ма? Рахмет, Алла разы болсын. Мен Мақпал оқушыңыз дейді. Мақпал, қалайсыз? Так, эфир сақтаңызшы дейді, өтініш дейді. Иншаллах сақтаймыз, түн жарық болсын, қалыңыз қалай болады. Мін Алия ханым, Алия Болатқыз дейді, бізде өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Үлкен бір проблемадан шыққан біздің Алия ханым өзі. Сол жайында комментарий жазыңыз, немесе қос десеңіз қосайын прямой эфирге. Бізде 1 сағат болып қапты кіргенімізге, бірақ мен шыққым кеп тұрған жоқ, сіздермен әңгіме айтып отыра бергім кеп тұр деп. Сұрақтарыңыз қойыңыздар. Міне Алия ханымның өзі көп минустардан, үлкен минустан шыққан біздің студенттеріміздің бірі. Әрине Алла тағаланың қалауымен барлығы болып тұр. Мен ешқандай қатысым жоқ, менің ешқандай нем жоқ. Ешқандай бәрі Алла тағала сізге беріп отыр, тек қана көріп тұрғандар кейін болмаса, ато менің ешқандай қатысым жоқ. Тура солай. Алла қаласа Wildberries-пенді бөлек мен қолдау көрсетіңіздер. Алматыда болсаңыздар, Алматыда болсаңыздар, біздің ашылуымызға келіңіздер. Иншаллах, бутигімізға шақырамыз барлықтарыңызды. И телеграм каналымызға тіркеліп алыңыздар. Телеграм канал, инстаграм парақшаларымызға, сол кезде товарларымызды постоянно көріп отырсыздар. Әрине, бисмиллах деп бастадық. Көп товар жоқ, дальнейшем қосып жатырмыз. Күнде товар қосылады сол жерге. Рассрочка мен ала аласыздар. Даже Wildberries алатын товарыңызды рассрочкаға алып, солай істей бересіздер. Так, шәкірттерге дейді. Түсінбедім не айтатқаныңызды, шәкірттерге деген сөз. Лейди дейді, қош келдіңіздер, прям сіздер жақсы көрем. Ұнады ма сіздерге негізі, не айтайын деп жатқан сөздерім көп қой негізі, бір эфирге жетпейді, көп шығып тұрғым келіп тұр. И прямой эфирлер болады. Бізде мынандай жақсы жаңалық бар, бізде бутигімізда да, инстаграм парақшамызда да, телеграм каналдарда да, в общем, жұма мүбәрак күн, бүгін өзі сәтті болып түсті екен, өзі қалай мен ойыма келіп та, прямой эфирге шығамын, Алла тағаланың аузыма берді ма, бұл шығам дедім да, кейін қарасам, бүгін оказывается пятница екен, жұма күні Алла тағаланың аузыма беріп отыр екен ғой деген сияқты. Тура солай, бүгін ойладым, бүгін шешім қабылдадым, бүгін кірем деген сияқты. Дәл қазір бүгін тағы да айтайын, бүгін сіздің қолыңызда бары сол, одан кейін жоқ, ары қарай не бар, кеше де жоқ, кеше күн. Например, мынандай болғанда не болар еді, осыны істемегенімде болатын еді ғой, неге мен, именно маған осындай нәрсе бола береді деген сияқты. Ондай ойлардың полный ойыңыздан шығарып тастаңыз. Болды, ол сіз ойлайсыз ба, ойламайсыз ба, жылайсыз ба, жыламайсыз ба, ол нәрсе қайтпайды. Ол нәрсені өзгерте алмайсыз, болды. Просто елеме трезве қарайық өмірге, болды, ол нәрсе бітті, оны өзгерте алмайсыз. Ары қарай тоже өзгерте алмайсыз. Бүгін бе, бүгінді өзгерте аласыз. Ертең тоже өзгерте аласыз, себебі бүгін болады ол. Бүгінді ғана өзгертесіз. Мен сіздерге айтатын едім, бүгін сіздің қалған өміріңіздің соңғы күні, осы жүрек тыныштығы кітабын оқып жүрмін, сол кезде айтып жатыр да. Айта салайыншы осыны. Қараңыз, қорқынышты бір жағынан саналы түрде білетін адамға бұл қорқынышты. Яғни қаржылық сауаттылығы білетін адамға қойғаны қорқынышты, болмаса түсінбеген адамға ол қорқынышты болмайды. Сол себепті қайтадан көріп тыңдауыңдар, қайтадан көруді совет беретін едім, егер де түсінбей жатсаңыздар. Сол себепті 2-3 рет, мен өзім түсіну үшін 2-3 рет уақыт кетті де, қайта оқыдым. Так, мен даже дейді, өзім сенбедім ғой, рас па деп қайта финотчет тексере бердім дейді. Конечно, ол барлығы рас, Алла тағаланың қалауымен. Рас дегенім, қараңыздар, тезірек айтып кетейінші. Так,
Қалайсызге мынаны айтып көрсете салайын, міне. Мынау сіз қазір жасыңыз қаншада? Мынақтан көрсете салайын, міне. Мынақтан. Сіздің жасыңыз қаншада? Мен 27-демін, например. Элементарно адамдар қанша өмір сүреді? Айтатын болсақ, орташа адамдар қанша өмір сүреді? Жазыңыздаршы. 50, 60, 100, білмеймін, қанша. Честно жауап берейік. Честно, қанша уақыт өмір сүреді негізі қазір орташа? Енді әрине ол Алла тағаланың берген өлшеп берген 5 күндік өмірі, бірақ біз енді көзімізбен көріп жүрген. Жазыңызшы. Енді айтатын болсам, енді жазуға қолдарыңыз тимей жатса, так 60 дейді орташа. Менің анам даже 60-қа да тола алмады. Әкем даже 49-да қайтыс болған. Сол себепті санаулы өмірі, саналы түрде түсініңіздер деп жатқан жерім ғой. Мынау 100 деп алайық, 100%. Например, мені бағана айтып отырғандай 60 дейді. Жарай 60 десекші енді қорқынышты болып кетеді. 70 дейік орташа, 70 жас. Мен өзім орташа 70 жаста жасаймын деп. Енді болу мүмкін, ол Алла тағаланың қалауымен 100 жасайық әрине. 100 жасаңыздар, бірақ 70 дейік, действительно қарайтын болсақ. 70-тен 27-сіні былай алып тастайсыз. Мен қазір 27 жастамын. Сіз 30-дасыз ба, 40-дасыз ба, 15-тесіз ба, 20-дасыз ба, соны прям мына сіз линия жазыңыз да, линияға. Мына жерден 60-таңыз 27. Мен осыны 27-ні 60-тадым. Мынақта қанша қалды? 70-тен 27-ні алатын болса, қанша 30? 43 ба? 43 қалды. 43 қалды. 43. Оның 10 жылын 60-таңыз ұйықтауға. Сізде 27 сағат қалды. 27 жыл қалды, азғантай қалды, 27 жыл қалды. Енді ұйықтағаннан кейін тамақ істейтін уақытыңыз бар, тамақ жейтін уақытыңыз бар, соған тағы да 5 жыл алыпсаңыз. Енді сізде 17 қалды. Дұрыс қой. 17-нің тағы да сіз реніш, өкпе реніш, анау өсек айтып болады ғой, ананы сөйлеп қоямыз, анау реніш, қарыз ойлап қоямыз, жұмысқа, например, жұмысқа азаннан кешке жұмыс жасайтын, неше сағат жұмыс жасайсыз? 12 сағат па? Сол 12 сағаттық жұмысыңызды есептеңіз да, қанша уақытыңыз, өміріңіздің, бір күндік өміріңіздің қанша уақытын алып жатыр? Соны есептеңіздер. Білмеймін, 10 жыл қосасыз ба өзіңіздің? Честно өзіңізге жауап беріп, прям бұны тек қана өзіңіз білесіз да? О, біреу білмейді оны, тек қана өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасайтын. 10 жыл аласыз ба, 15 жыл аласыз ба, осознанно ойлаңыздар. Енді соны апыстаңыз. Сізде қанша ғана өмір қалды өзі, қанша өмір қалады сіз бақытты болу үшін, бақытты сәттер болу үшін. Сіз соны көбейту үшін, мына балансты көбейту үшін не істей салатырмыз? Или осындай өмір сүре береміз ба? Болды ма? Осы нәрсемен өміріңізді до конца бітіргіңіз келіп тұр ма? Не анаған жетпейді, не мынаған жетпейді. Или болмасам армандаймыз, үйтеміз мынаған. В общем, мынаны өзгерту, аз ұйықтасаңыз егер де біз өзгертетін болсақ, бірінші ұйқыдан азайтатын болсақ, азғантай 1 сағат, жарты сағат, білмеймін. Яғни ерте ұйықтап, ерте тұрып, 6-да тұрып, намаздан кейін жүріп кете берсеңіз, тірлік істеп, соны азайтатын болсақ, мынау 10 жылыңыз кішкене болсын азаяды. Бірінші привычка. Екінші, бағанағы ойлау жүйеміз. Біреуді ренжіп ойлай беретін болсаңыз, ойбай маған үйтті, анау бүйтіп сөйлеп жатыр, мені бүйтіп тыңдамаңыз, болды, басқалар тыңдамаңыз, өзіңізді Алла тағаладан сұраңыз, я Аллам өзің көмектесіп қой, болды деген сияқты дұға тілеп. Яғни оны да алып тастасаңыздар, ойлауды сол жүйені, мына уақытыңыз көбейеді. Реніш, басқа тамақ жейтін уақыттарда, например, тамақ істейтін уақытта, сіз істеп жатқан кезде құлшылықпен жүретіндей, арғы дүниеге де көркем түрде тамақ істеп жатсыз, Аллам тамағым күшті болсын, зікіріңізді айта беріңіз, Алланың басқа көркем есімдері көп қой, Алла тағала, Ар-Рахим, Ар-Рахман, Аль-Ва Раззақ, Аль-Вахаб деген сияқты, бүкіл байлықты бәрі бере салатын. Яғни сомен өзгертіңіз, мына уақытыңыз көбейеді. Енді қараңыз, мынау қалған өміріңіздің бірінші күні бүгін. Ертең тұрсаңыздар, сол қалған өміріңіздің тағы да біріншісі. Уже бұл мына күн бітті, бұл қайтпайды, 27 жыл осынша уақытым бітті. Бірақта уақытым үшін пайдалану керекпін, қуану керекпін, жақсылық жасап үлгеру керекпін, біреуге айтып үлгеру. Егер де сіз жүрекпен біреуді ренжітіп алған болсаңыз, бір нәрсе болған болса, эгомызды сындырып, действительно кешірші. Өтініш маған, мені кешірші, Алла разылығы үшін. Сіз бар нәрсені, когда Алла разылығы үшін жасайсыз, оның барлығы болады. Сол себепті хадистерде де сондай айтады да,
бір хадисте айттым ғой өткенде, неге сіз айтасыз деген, неге адамдар көбейіп кетті айтып үйрететіндер. Например, оны үйретем деп үйретіп, сіздерді бір ақылым тасып кеткеннен айтқым келіп тұрған жоқ. Ол жерде мынандай хадис бар, енді мен марафонда бар болған кісілер біледі. Сонда бір ауыз айтайын. Былайша сахабалардың, үлкен бір пайғамбар алейхиссаламдардың бір сондай бір Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз, соның бір айтқан хадистерінде бар да, яғни бір мемлекет емес, ауыл дейік, ауыл, бәріміздің ауылымыз бар, немесе Алматы дейік, білмеймін, Алматы демей қойым, Алла тағала кешірсін. Енді ол үшін бір ауыл дейік, алайық, 2000 адам бар ішінде. 2000 адам бар ішінде, сол ауылда Алла тағаланың қақыры келіпті, жүрегі, прям айтқан затты орындамаған ғой. Еркек еркек болып кеткен, әйел елмен деген сияқты өте төмен Алланың танымай кеткен, білмей кеткен де, сондай бір адам Алла тағаланың қақыры келген жері болыпты да. Кейін Алла тағала 2 періштені жібереді ғой, бәрін қырыңдар болды, олар уже мені қаншама жасадым, олар болмайды, уже қырып тастаңдар болды деген да. Кейін 2 періштелер түскен, содан кейін қырайын деп барса, жанын алайын деп барса, мешіт бар екен, кішкентай. Сол мешітке барады екен да. Сол жерден қарасақ, кірсе, ол жерде бір 35 жасар ма, 40 па жетпейді, 35 жасар бір әйел, келіншек намаз оқып отырады екен, дұға тілеп, тұрмай, я Алла кешірші, мен дұға тілектерім қабыл болсын, тұрмай, тек қана құлшылық етеді екен. Прям құлшылық еткенде тұрмай, жүн жүрекпен сөйтіп атады екен да. Сөйтіп, оны көрген екен қалай, ол айтады ғой, енді періштелер сұрайды екен, мынаны не істейміз, Алла тағаланы сұрап келейікші деген, Алла тағала барады екен, айтады екен. Сондай бәрін сіз қыр деп айтқан едіңіз, қазір бәрін жанын алайын деп атсақ, сол жерде бір періштен бір құлыңыз бар екен, намазын оқып отыр, құлшылығын жасап отыр, тоқтамай тұрмайды, не істейік десе, ең бірінші содан бастаңдар, және де оны ең аналардан да төмен, прям тозақтың түбінде құрылатын ең ошағының астына тастаңдар деген ғой Алла тағала. Сол кезде түсінбей қалады екен, неге ол намазын оқып жатыр, құлшылығын жасап жатыр, бәрін жасап жатыр десе, Алла тағаланың жауабы былай болыпты. Енді былай айтады ғой, білген зат дейді ғой, ол менің қақырым келетінін, осы маған қайтадан қайтып келетінін, құл менің оны жаратқанымда құл екендіктерін, және де қолдан әлсіз екендігін, менің қақырым бар екендігін, менің мехрім да, менің рахымым да бар, бірақ қақырым да бар, оны барлығын білді. Сол себепті ол өзіне сұрай берді, біледі менің қандай екендігін, ол білгендіктен білді, бірақ ол өзі біліп қана қойды да, басқаларға айтқан жоқ. Жарайды, сонша 2000 ауылдың ең бірін еш болмағанда аналар келеді ғой, мен білген жоқпын деген сияқты. Хотя бы сол білді ғой, сол ауылға бір адам білді ғой, сол айтқан кезде олар о нәрсені қабылдамай ақ қойсын, Алла барын білмей ақ қойсын менің барлығымды. Просто оның міндеті айту еді. Бірақ ол айтқан жоқ. Ол өзіне ғана сұрай берді. Яғни біреумен бөліспеді. Яғни менің құлшылар, бауырларыма, мұсылманға айту керек, бауырларына көмектесу керек, сондай болсын деген сияқты деп жазылған, бізге бұйрық келген да. Солай ол айтпады. Менің қаһарым бар, менің осындай нәрселерім қаһарыма ұшыраса не боларын, тозақ барын, жұмақ барын білді. Ол басқаларға айтқан жоқ. Сол себепті мен содан бастап жанын алыңдар, тозаққа түсіңдер деп жауап берген екен. Сол себепті мен де не оқимын, оның барлығы оқып біліп атқаным, кітап алып біліп оқып, бір нәрселерді хотя бы біліп атқан заттардың барлығыны сіздермен бөліскім келеді. Айтып жатқан затым қандай да біреуге көмегі тисе екен, ол нәрсені айтып қалайын. Мүмкін Алла тағала айтады да, бізде Балдана ханым бар, біздің оқушыларымыздан тоже басқа жерден естіп біліп жүреді екен да. Қандай да бір менің сөзім ұнайды да, Алла тағала менің аузым арқылы айтама, білмеймін ғой енді. Яғни мен айтқаннан кейін ол өзгере бастады, Аллаға шүкір. Ол өзгерді, басқа нәрселерден вроде мен орамал тартып, менен де мықты, бірақ қандай да бір сөзіне тура солай Алла тағала біреуді тыңдайды да, айтып қояды деген сияқты. Тура солай. Сол үшін мен айтқым келеді. Мен қандай да бір жетістікке жетсем, мен жеттім, ойбай, мен жеткен жоқпын. Ол барлығы Алла тағала беріп тұр.
осындай нәрсе істедім, мынандай жасадым, содан осы нәрсе болып тұр деп мен бар болғанын білген затымды айтамын. Яғни білген затыңызды айту, бөлісу ол сүннет. Алла тағала бізге бауырларыңа соны түсіндір деген сияқты осындай хадис те уағызда да келіп түсіріп отыр да. Сол себепті не білесіз, сонымен бөлісіңіз. Мен оқыған кітаптарым да мүмкін біреулер сол кітаптарға жете алмай жатқан шығар, сол мен білген затты, оқып алған затымды сіздерге айтқым келіп тұрған шығар. Сол нәрсені естіп сіз қандай да бір жарайды 180 градус емес, хотя бы ерте тұрып үйренсеңіз, хотя бы бір нәрсені өзгертсеңіз, балаңызға ұрсып тұрған кезде сол кезде сол нәрсе естіген едім ғой, ана бір умида шырылдап бір нәрсе айтқан еді. Осы нәрсені өзгертіп көрейінші. Жарайды, ұрыспай ақ қояйыншы бүгін тамақты бүйте салайыншы, күйеуіме сен алқашсың, сен үйтсесің, бүйтесің деп ұрыспай ақ қояйын, жарайды, қабылдай салайын, ұрыспай ақ қояйын, не болса да жарайды деп, хотя бы сондай нәрсені өзгертетін болсаңыз, міндетті түрде сізде өзгеріс болады. Сол кезде сіз өзіңізді де өміріңізді өзгерте аласыз. Ол мен сіздерге живой айтып жатқан жерім. Енді жасым 27-те, мен оны бүйтіп үлкен бір ақылым жетіп өсіп кеткен адам емеспін, просто білген затымды бөліскім келіп отыр сіздермен. Ары қарай тағы да кітап бойынша, психология бойынша прямой эфир өткізіп тұратын боламыз. И және де айттым ғой бағана Алла разылығы үшін бізде каждый осындай жұма күні Аллаға сіздерге айтып жатырмыз, тура солай мен сондай өз-өзіме бекіндім жүрекпен. Каждый пятница күні бізде акция болады. Каждый пятница күні и сабаққа, курс оқуға да, например, қазір мен енді сабақты тек қана индивидуально алам, енді группамен былай емес, себебі қалай айтсам екен, индивидуально бірге отырып жасап, мен 10 адам, 100 адам жинамай, лучше бір адаммен жеткізген жағы дұрыс. Тура солай. Енді индивидуально. Одан кейін каждый пятница күні скидка болады деп жатырмын. Каждый пятница күні, жұма күні мүбәрак күн ғой өз. Садақа беруге де жақсы. В общем, барлық күн садақа беру керек. Но сол күні, именно жұма күні сіздерде үлкен мүмкіндіктер бола береді. 2-3 алуға деген сияқты ғой. Товарлар алуға да, басқа нәрсе істеуге де. В общем, жұма мүбәрак күндерде бізде акция болады. Яғни сол да сіздерге ой болады. Умиданың магазинінде каждый пятница скидка болады, акция болады, бұл нәрселерді алып алуға болады деген сияқты ғой. Негізінде де енді сонда құлақтарыңыз алтын сарамен жазып қойыңыздар. Так, мен сізбен 100% келісемін дейді. Ой, рахмет үлкен. Қанша уақытта сатылуы мүмкін дейді. Не дейді? Бір товарым подъезда тұр, 3 күн болды дейді. Енді ол қанша уақытта сатылатын бір ғана Алла біледі. Яғни клиент барып алып кетсе. Егер клиент барып, сол жерден отказ жасауы мүмкін, отмен при получении болып, ол отмена бұл возврат болып кетуі де мүмкін. Енді бір ғана ол клиент алып кетсе ғана болады ол. Сатылады. Так, солай. Магазиннің инстасы бола ма? Инстасы болады. Қазір телеграм каналымыз бар. Ол жерде бытовой техниканы қазір бастадық. Әрине көп зат жоқ, но жайлап бастадық. Инстаграм парақшамыз болады. Және де мен стористарына постоянно қойып отырамын. Яғни өзіңізге де пайдалы болатындай, сізге де пайдалы болатындай, өзімізге де пайдалы болатындай, бір-біріміздің несібемізді арттыру дейміз, бала-шағамыз дейді, например. Сол себепті бүйтіп отырсаңыздар, басыңыз бүйтіп көтеріңіздер. Бүйтіп отырсақ басымыз көтерек. Өмір ғажап, уақыт жетпейді, уақыт прям бағана есептеп шықтық қой, бүйтіп 10 жыл анаған, 15 жыл мынаған, например, 5 жыл мынаған тамақ жеуімізге жолымызға кетеді, например, қанша зат жұмысқа барған келген, солардың бәріне уақыт кетеді ғой. Сол уақыттарды азайтуымыз керек қой. Яғни автобуспен жүретін болсаңыз, көлік алу керексіз. Яғни көлік алу үшін не істеу керек? Жұмыс жасау керек. Көлік жұмыс жасау үшін не істеу керек? Ананы істеу керек, мынау істеу керек сияқты, уже сізде бүйтіп шыға береді да. Ананы істеуім керек, мынау керек, мынау керек деген сияқты. Енді реніш болмау үшін көп қапа болып қалмайын, бақыт сәттерім көп болсын дейді болсаңыз, мынаны істеу керексіз. Бағана деген сияқты. Так. Вайберс бойынша жұмыс жасай аламыз ба дейді. Мен балам тұрып апты ғой. Бол. Қазір. Так, кешіріңіз, сіздерден көп уақыттарыңызды алып қойдым. Негізі айта берем, мен сөйлей берем, айтқым келе береді. Так, магазиннің инстасы болады. Болады, иншалла. Индивидуальное обучение бағасы қанша болады? Скидка болады, индивидуально 3 күн, 5 күн, тек қана екеуміз бірге отырып өтетіндей. Енді мен мынаны білемін, білмеген затын бір нәрсе білейін деп едім деп ойлап келсеңіздер, ондай емес, нөлден бастап оқытқаным дұрыс. Импостат, SEO, оптимизация бірге полностью оқытамыз, бөлек-бөлек гуглден деп отпаймыз. Енді мен солай шештім. Бір адаммен до конца жұмыс жасаймын. Егер де өзіңіз білетін, мен мынаны білетін едім, соған ақша төледім ба деп
сондай ойлайтын болсаңыздар, лучше біліп тұратын болсаңыздар, мен біліп тұрамын, мен білген зат айтып жатсың деген сөздер болатын болса, лучше келмей қойыңыздар деп айтатын едім. Потому что менде сондай бір жағдай болды да, мен мынаны білуші едім, сен мынаны ғана мен білген затты айтып жатсың деген сияқты. Яғни сіз егер оқыған болсаңыз, білетін болсаңыз, артық ештеңке жоқ. Например, мен чудо басқа нәрсе үйретпеймін, сол нәрсе. Сол себепті өзіңізге алыңыздар жауапкершілікті да. Например, білмейтін зат болсаңыздар, мен сізге нөлден үйрете аламын. Біліп мынаны білемін дейтін болсаңыз, уже ол сіз оқығансыз, методикаңыз бөлек, уже фундамент бөлек болып тұр да. Сол фундаментті қайтадан жасау үшін сізде көбірек уақыт кетеді. Одан кейін мен білген затым еді ғой, сен ештеңе үйреткен жоқсың ғой деген әңгіме керек емес. Яғни ол да самооценка. Мен өзі түсіндім самооценкамды, өзімді бағалап деген сияқты ғой. Неге мен үйтіп, мен білемін, үйтіп деген сөз емес, тек қана бір адаммен жұмыс жасаймын. Лучше. Үйтіп, еще басында келісіп аламыз. Мынандай условия деген сияқты да. Енді солай жасайтын болдым. Болмаса оқытпай-ақ қоямын, в общем, керек емес деген сияқты да. Енді көп адам сұрап жатыр, сол себепті лучше солай. Так, магазинсіз болады. Бағасы, обучениенің бағасы менеджерға жасаңыз толық айтатын болады. Wildberries бойынша жұмыс жасай аламыз ба деп. Wildberries бойынша, конечно, жұмыс жасай аласыз. Опытымен алып, былай жасаңыздар, бола береді. Айтып отырмын ғой, товарларыңызды рассрочкаға аласыздар деп отырмын ғой. Яғни рассрочкаға алсаңыздар, сіздер товарды Wildberriesке жібердіңіздер, 2 апта уақыт кетеді, ол жетіп ақшаңыз түскенге. Соғанға дейін ақшаңыз түсіп қалады, одан кейін рассрочкаңызға төлеуге ақшаңыз болады да. Қазір қалтаңызда ақшаңыз болмаса, сол рассрочкаға алып тұрсаңыздар болады. Так, менде Wildberries әзірге тоқтап тұр, әрі қарай жалғастыруға білім керек болып тұр. Жұлдыз Нұрланқызы, егер де сізде кішкене сенімсіздік болып тұрса, лучше новый версия көбейіп кетті қазір. Өзгерістер көп, логистика көп, дұрыс есептемесеңіз минусқа кетесіз. Мен өзім минусқа кетіп отырған адам болғаннан кейін айтып жатырмын. $1000 кіріп кеткен, 426 000 теңге. Енді Аллаға шүкір содан шықтық қой, енді сол себепті айтып жатырмын. Болса, жақсырақ біліп алып кейін бастағансыз. Самый главный, сізде магазин бар. Елдер магазинге 78 000 теңге төлеп кіріп жатыр. Одан кейін кірген жандардың қаншасын минусқа шығарып, блокқа түсіріп салды. Сол себепті бар затыңызды бағалаңыз, жасаңыз. Бәрінде бір нәрсе, просто емпостат керек болды дейді. Емпостатты өзін сатып алсаңыз болады, негізі. Қымбат қой, негізі, көресіз ғой. Так, дұрыс айтады, басқалар сияқты ақша деп отқан жоқ, сразу айтып жатыр дейді. Енді, честно айтқым келді да, сондай ситуациялар болған кезде түсіп қалдым, неге мен чудо реальность ғой, бағанағындай реніштің себебі қай жерден келеді, түбіні білдім ғой. Мен жан жүрекпен, менің ниетім жан жүрекпен үйретіп жатырмын да, бірақ ол адам басқа ниетпен келсе, мен білген зат қосымша не береді екен деп, сондай да бір ниетпен келген болса, оның қалағандай мен білім бере алмай қалсам, білген заты болса, просто мен чудо бір нәрсе береді екен деп ойлайтын болса, например, бір карточка толтыру, бір Wildberriesке салу, акция бірдей, бәрі бірдей. Мен нешелеріне беремін. Оны мен біліп атқан затын мен басқашалап қылып айтпаймын. Тура солай ол басқа нәрсе береді екен деген сияқты ойлап қалдым ма, содан кейін түсінбеушілік болды деген сияқты да. Содан кейін мен түсіндім. Лучше честностьны сөйлесіп алу керек. Не үшін келіп жатсың, қандай ниетпен келіп жатсың. Сол себепті честно минустармен бөлісіп, осындай нәрсе бар, мынандай минусы бар, мынандай плюсы бар деген сияқты айтып барып жұмыс жасайтын болды. Так, басқалар да сіз білетін затты 4 сағат мұжып 100 000 алады дейді. Енді білмеймін енді. Басқалармен ешқандай сөзім жоқ, ойым жоқ. Басқалармен сөйлегім, біреудің күнәсін дейміз ғой, күнәсін ойына алғым жоқ. Қазір мен уже ойладым, бәрі нәрсе маған қызыл, әп-әдемі, бәрі қызық, уақыт күшті, сауда жасап, анаған барып, мыналар бағалар көріп келген соң, бүйтіп жатырмын деген сияқты ойлар келіпті. Сол себепті енді мен ешкімге ренжімейтін болдым. Чудо реальность бағана мен жүрекпен сабақ бердім, бірақ ол маған сөйтіп жауап бергеннен кейін не қалдым да, бір түрлі оқып қалдым, өзім депрессияға түсіп қалдым деген сияқты. Сондай нәрсе көп болды да, сол себепті. Көп болған жоқ, енді 100%-тің бір 5% деп айтайық. Аллаға шүкір, басқалардың бәрі ақша тауып кетті, Аллаға шүкір. Бірақ енді сондай да заттар мен жүрегімді ауыртып қалады екен да. Содан кейін ойлап қойдым, болды. Значит, ондай нәрсе істемеу керекпін, значит, мен бағытты ауыстыру керекпін деген сияқты. Сол себепті өмір ғажап. Бағанағындай бір 27-темін қазір, 60-қа дейін, 70-ке дейін өміріміз бар. Сол ұйықтауға, басқаға, ренішке кеткізбей,
ренішті азайту үшін ренжімеуім керек. Ренжімеуім үшін мен чудо реальность жасамау керекпін. Анадан мен күтпеу керекпін. Маған бүйтіп рахмет айту керек деген сияқты. Ол маған рахмет айтпай ақ қойсын. Мен де бойындайын тәкаппарлық қылып кеткен шығармын деген сияқты. Біреу рахмет, Алла разы болсын, күшті болды, анау мынау деп болып кетуі мүмкін. Мынандай эго деген сияқты мынау көтеріліп кеткен болса, балансты түсіру керек, балансты қою, құлшылық көбірек айтып, Алланы көбірек есепте ойлау керек. Сол кезде Алла көбірек болған кезде жүрегімізде, жүректе Алла болған кезде басқасы бәрі шығып кетеді екен проблемаларыңыз. Сол үшін мен емес, олар маған емес, Аллаға рахмет деу керек екен да өзі. Рахмет осы нәрсені білгенім үшін деген сияқты. Сол себепті менің ешқандай қатысым жоқ. Барлығы Алла тағаланың қалауы. Алла тағаланың қалауымен видео көріп жатсыздар, Алла тағаланың қалауымен прямой эфир көріп жатсыздар деген сияқты. Так, уақыт болды. Тағы да сөйлесетін шығармыз келесі. Өз ойларыңызды комментарийға жазып қалсаңыз болады. Прямой эфирді сақтап былай қоятын боламын. Яғса белгілеп өз ойларыңызбен қалдырсаңыздар болады стористарыңыздарда. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға, сторисқа дайректке жазсаңыздар жауап беретін боламын. Ал бисмиллах, біздің бутигіміз көп адамдарға пайдасы тиетін, күшті, пайдалы бір бутик болсын. Саудамыз барлығы Аллаға шүкір адалмен адалынан беретін болсын. Ал ниеттенді біздің мұсылман болғаннан кейін не ниет істесіздер шын жүрекпен Алла тағала жұмыстарыңыз оңынан бере берсін. Самый главный жүрегімізде бір-бірімізге бауырымызға деген істерді көріп отқаныма қуаныштымын. Бақыт, тек қана бақытты сәттеріміз көп болсын. Шын жүректен сіздерді рахмет, Алла разы болсын, кіріп отырған уақыттарыңыз, осынша бір жарым сағат уақыттарыңыз алыппын, осы уақыттарыңызға разы болыңыздар. Рахмет. Аумин.